конференция қатысушыларымыз, сіздерді бүгінгі жиында көргенімізге қуаныштымыз. Ұлы даланың ұлтаралық тіл республикалық онлайн конференциямызды бастаймыз. Әуелі экранға назар аударсақ. Енді ешкімге қазақ тілінде сөйлемеуге болған бір адам жоқ. Қазақ тілінде жасаудан бір адам жоқ. Өзіміз қазақша сөйлейміз. Кезеңі келеді деп есептеймін. Қысқада нұсқа керемет тілге қатысты айтылған сөздер, елбасымыз айтқан, ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қазақ тіліне қатысты ойларын жеткізді. Мен осы конференцияға келіп отқан құрметті қонақтарыңызбен таныстырғым келеді. Бүгін біздің конференцияның қонағы Қазақстан Халықтар Ассамблеясының төрағасының орынбасары, хатшылық меңгерушісі Жансейіт Қансейітұлы Түймебаев қатысып отыр. Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Марат Алмасұлы Әзілханов, Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрінің кеңесшісі, Қазақстан Республикасы журналист академиясының академигі, редакторлар клубының президенті Бибігүл Нұрғалиқызы Жексенбай қатысып отыр. Сонымен қатар бізге онлайн қосылып жатқан Қазақстан Республикасы президенті жанындағы ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі Қазыбек Жарылқасынұлы Иса ағамыз онлайн эфирде отыр. Өздеріңіз білесіздер, былтырғы жылы Қазақстан Халқы Ассамблеясының, нақтырақ айтқанда Жансейіт Қансейітұлының бастамасымен Ұлы даланың ұлтаралық тіл республикалық форумы өткен болатын. Барлығымыз сол форумға қатыстық. Сол форумнан қалған өте керемет ойлар, керемет әсерлер әлі де желіде кездеседі. Бүгінгі шара сол форумның заңды жалғасы деп айтсақ та болады. Ал бұл жолғы ерекшелігі туралы біз жан-жақты түсіндіру үшін сөз кезегін Қазақстан Халықтар Ассамблеясының төрағасының орынбасары, хатшылық меңгерушісі Жансейіт Қансейітұлы Түймебаев мырзаға сөз береміз. Жансейіт Қансейітұлы. Рахмет. Құрметті онлайн конференцияға қатысушылар, қадірлі әріптестер. Қазақстан Халқы Ассамблеясы, өздеріңіз көріп отырғандай, биыл ең үлкен шара, айтулы дата 25 жылдығымызды тойлаудамыз. Бұл тарихи датада Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшелері еліміздің саяси өміріне, әлеуметтік экономикалық дамуына өзінің белсенді үлестерін қосты. Сондықтан да біз еліміздің өмірінде болып жатқан барлық оқиғаларға, бастамаларға өз қолдауымызды білдіреміз. Ал енді бүгінгі әңгімеміздің үлкен бір саласы ол Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың қазақ халқының тағдыры тарих таразысында тұр деген үлкен мақаласына байланысты Ана тілі газетіне берген сұхбатындағы күрделі мәселелерге бүкіл Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшелері, ғалымдары, сарапшылары өз үлестерін қосады деп сенемін. Біздер қазіргі мына күрделі кезеңде еліміздің экономикасына, әлеуметтік өміріне, рухани саласына, шаруашылығына барлығымыз белсенді түрде атсалысуымыз қажет. Көптеген қордалы мәселелер айтылды. Солардың әрқайсысы біздің еліміздің халық шаруашылығының
дамуы үшін басты мәселенің бірі. Солардың ішінде үлкен тақырып ол тіл мәселесі. Тілге байланысты тұңғыш президентіміз, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тілге деген көзқарас, елге деген көзқарас деп айтып кеткен болатын. Ал мінекей осы сессияларда қазақ тілі баршаны біріктіретін, жастарды жақындастыратын татулық тіліне айналуға тиіс деп үнемі айтып отыр. Сондықтан да ассамблеяның биылғы 25 жылдығы, ал келесі жылы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын тойлайтын кезеңде қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі, мінекей барлық тілдерде сөйлейтін біздің жастарымыз қалыптасуда. Сондықтан да осындай үрдісті дамытып, біздің көп этностық мемлекетімізде барлық жағдай жасалған, ендеше әрбір азаматтың, әрбір жастың да бірнеше тілде сөйлеуіне біз жағдай жасауымыз қажет. Ол біздің күнделікті үрдісімізге айналу керек деп ойлаймын. Осы орайда біз тағы да үлкен бір шарамызды айтып кеткім келеді. Ол тұңғыш президент жолымен атты мінекей арнайы бастама бастап, осы халықтық экспедицияны Астана қаласында, мінекей Нұрсұлтан қаласында бастадық. Алматы облысында жалғастырдық. Елбасымыз туылған Шамалған өңірінде. Одан кейін елбасымыздың еңбек қызметін бастаған Қарағанды, Теміртау қалаларында жалғастырды, қарасаңыздар. Бұл халықтық экспедициямыз ары қарай өзі жалғаса береді. Өйткені бірінші оның бағыты баршаларыңызға тағы да айтып кеткім келеді. Елбасымыздың өскен, оқыған, жұмыс істеген жерлері. Ол Алматы облысы, Шамалған, Қарағанды, Теміртау, жұмыс істеген Алматы, мінекей Нұрсұлтан қалалары, Днепропетровска оқыған жері, қарасаңыздар. Ал екінші бағытымыз ол дорогой первого президента. Жұмыс істеген барлық аймақтар, Қазақстанның әрбір облысында елбасымыз осы 30 жылдың көлемінде әрбір ауылға дейін барып шықты. Сол жерде ол кісімен кездескен кісілер, олардың әсері, өмірлеріндегі өзгерістер. Сондықтан осы жерге де елбасымен өздеріңіздің болған кездесулеріңізді жазбаша түрде, видео түрінде бізге жолдауларыңызды сұраймыз. Елбасымен кездескен кезеңдеріңіз, алған әсерлеріңіз, мінекей өмірлеріңіздегі өзгеріс, соның барлығын айтқандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан да бұл экспедицияның үшінші бағыты ол бүкіл дүние жүзіндегі елдер. Народная экспедиция дорогой первого президента. Қарасаңыздар, мінекей елбасымыз осы тәуелсіздік кезеңінде елімізді әлемдік қауымдастыққа кіргізуде бүкіл көрші тәуелсіз мемлекеттер достастық елдердің барлығын аралап шықты. Ресей, Украина, Беларусь, мінекей Кавказ елдері, қарасаңыздар, көрші Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Түркменстан, олардың барлығында ондаған реттен болып шықты. Сондай-ақ бүкіл дүниежүзінің ең айтулы мемлекеттері Америка, Қытай, Индия, қарасаңыз, Германия, Англия, бүкіл Европа мемлекеттерінің барлығын аралап шықты. Сол жердің барлығында да өзінің ізін қалдырды. Көптеген достар тапты, ең бастысы Қазақстанды әлемге мойындатты. Сол мемлекеттердегі де көптеген мемлекеттік, қоғамдық қайраткерлер елбасы жайлы өздерінің естеліктерін бізге жіберуде. Осы тұрғыда да бұл бір жаңаша тұрғыдағы елбасымыз жайлы естеліктер жинағы, пікірлер жинағы болып қалыптасады. Ал енді мемлекет болғандықтан, біздің мемлекеттік тіліміз қазақ тілі болғандықтан, ендігі тәуелсіздіктің алғаннан кейінгі 30 жылдың ішінде, мінекей Қасым-Жомарт Кемелұлының жақында мінекей айтқан сөзін тағы да қайталап еске сала кеткім келеді. Шынында да алдымыздағы кезеңде қазақ тілі Қазақстан Республикасында ұлтаралық тілге айналады деген сөзі бұл өте маңызды.
Шынында да мемлекеттің атрибуты, оның шекарасы, оның туы, оның тілі. Мінекей. Сондықтан да бұл мәселеде әсіресе Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері, барлық этнос өкілдері Қазақстанды мемлекетім, отаным, елім, мекенім деп жерін жерлеп, жырын жырлап жүрген азаматтар ендеше тілінде де сөйлеуі қажет. Оның ешқандай ауыртпалығы жоқ. Неғұрлым көп тіл білсең, соғұрлым сен байсың. Сондықтан да осы салада біз өткенде ұлы даланың ұлтаралық тілі атты шараны өткізгенде көптеген аймақтардан 100-ден аса қатысушылар келіп, этнос өкілдері келіп, өз пікірлерін білдірді. Соның біршамалары қазір экранда көріп отырмын. Барлығына мен үлкен алғысымды білдіргім келеді. Сол түрлі этнос өкілдерінің барлығы дерлік бір ауыздан шынында да қазақ тілі біздің ұлтаралық тіліміз. Ендігі кезеңде біз осындай үлкен мақсатпен жұмыс істеуіміз керек деген болатын. Осыған орай бүгін бізде мінекей Қазақстан Республика президентінің ана тілі газетіндегі сұхбатында бұл тағы да айтылып кетті. Мінекей осыларды біз талқылай деп отырмыз. Сондықтан да елбасымыздың сөздерін президент Тоқаев осы ана тілі газетінің сұхбатында айтып кетті. Яғни елдің бірлігі, елдің байлығы, ынтымағы болғанда біздің мемлекетіміз алға жылжи береді. Ал осы интервьюде президент Тоқаев біз қазақ тілін жақсы білетін өзге ұлт өкілдерін қолдауымыз керек деді. Оларды парламентке, өкілетті органдарға сайлап, мемлекеттік қызмет жүйесіндегі жоғары лауазымдарға тағайындап, мемлекеттік наградалармен марапаттап отырғанымыз дұрыс. Мұндай азаматтар қазақ тілінің деңгейін ұлтаралық қолданыс дәрежесіне көтеруге көмектеседі деп айтты. Бұл бүгінгі қатысып отырған бүкіл аймақтардағы қатысушылар үшін, бүкіл ассамблеяның мүшелері, түрлі этнос өкілдері қолдайтын ұстаным деп мен ойлаймын. Сондықтан да мінекей тағы да сөзімнің соңында осы өздеріңіз қатысып отырсыздар, тіл жанашырлары ретінде қатысып отырған, президенттің бастамасын қолдап отырған сіздерге алдымызда келе жатқан мерекенің қарсаңында, Астана күні қарсаңында мінекей баршаларыңызға Қазақстан халқы ассамблеясының мейірім медалімен осы қатысып отырушылардың барлықтарыңызды марапаттағанымды ескертіп, тағы да құттықтағым келеді. Құтты болсын. Сіздердің баршаларыңызға мінекей осы біз бағытымызды, шараларымызды алдыңғы кезеңде бірге жалғастыра беретін боламыз. Баршаларыңызға амандық тілеймін. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет. Үлкен рахмет, Жансейіт Қансейітұлы. Қазақстан Халықтар Ассамблеясы бастамасы тұңғыш президент жолы мен экспедициясының жолы болсын. Біз алдағы уақытта сол экспедиция туралы жақсы жаңалық естіп отырайық. Үлкен рахмет. Келесі сөзді мен Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Марат Алмасұлы Әзілхановқа бергім келеді. Марат Алмасұлы, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Құрметті Қазақстан Халық Ассамблеясының мүшелері, қадірменді қатысушылар, сіздермен бүгінгі конференцияда онлайн форматында болса да жүздескеніме қуаныштымын. Армысыздар, саламатсыздар ма? Еліміздегі барлық этностардың басын біріктіретін елбасы құрған Қазақстан Халық Ассамблеясы республикада тұрақтылықты сақтап, іргелете дамытып, мәдени рухани байымызға бағытталған іс-шаралардың басында тұрады. Бүгінгі өткізіліп отырған жиынымыз
солардың бірі деп білеміз. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі елмен етене жұмыс істейтін мемлекеттік орган ретінде осындай халыққа ой салып, бағыт бағдар беретін іс-шаралардың өткізілуіне ұдайы қолдау көрсетіп отырады. Бүгінгі шарада біздің қатысуымызбен өткізіліп отыр. Өздеріңізге мәлім, осыдан 2 ай бұрын министрлік жанынан этносаралық қатынастарды дамыту комитеті құрылды. Ол елімізде жүргізіліп келе жатқан мемлекеттік этносаясаттың және оны іске асырушы ассамблея қызметінің арқасында қалыптасқан этносаралық келісімнің бірегей моделін, қоғамдағы өзара түсіністік ахуалын одан әрі нығайта түсуге игі ықпал етеді деп күтілуде. Осыған байланысты Қазақстан Халқы Ассамблеясы мен комитеттің болашақта бірлесе атқарар жұмысының ауқымы да көбейе түсетіні анық. Сол жұмыстардың бірде маңыздысы ұлы дананың ұлтаралық тілі жобасы. Мемлекет басшысының ана тілі газетіне жарияланған сұхбатында халқымыз үшін өзекті мәселелер көтерілді. Өздеріңіз білесіздер. Соның ішінде қазақ тілін ұлтаралық тіл деңгейіне көтеру мәселесі айрықша сөз болды. Мемлекеттік тіл халықты топтастырушы фактор деген ұғымның қоғамдық санада нық орнығуын насихаттау ісіне де осылай болады деп ойлауға негіз бар. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазақ тілінің дамуын ұдайы назарда тыс қалдырмағаны баршаңызға белгілі. Тәуелсіздік алғалы бері жүргізілген мемлекеттік саясаттың арқасында қазақ тіліне қамқорлық жасалып, оның аясын кеңейтуге барлық мүмкіндіктер қарастырылды. Тұңғыш президентіміздің жүргізген салиқалы саясаты мен ұстанған сара жолы барлық қазақстандықтардың өмірлік бағыт бағдарына айналды. Сондықтан жаңа аталып өткен ассамблеяның тұңғыш президент жолымен халық экспедициясы жобасының маңызы зор деп білеміз. Жансейіт Қансейіт жаңа айтты. Жыл басынан бастаған жобамыз жалғасып, осы күндері үлкен тағы да саяси өткізілімі болды. Жақын арада теледидардан соның нәтижесін көрсететін боламыз. Мемлекет басшысы тіл мәселесіне қатысты ұстанымы, қазақ тілі туралы пікірлері жұртшылыққа жақсы таныс. Президент ретінде Егемен Қазақстан газетіне берген алғашқы сұхбатында қазақтың тілі, қазақтың жаны, халқымыздың тарихы да, тағдыры да тілінде, мәдениеті мен әдебиеті де, ділі мен діні де тілінде дегені ел есінде. Бұдан толыққанды сөз айтуға мүмкін ба? Сондықтан алдағы уақытта халықты одан әрі біріктірудегі ортақ атқаратын жұмыстарымыздың ең маңыздысы ұлтаралық тілімізді дамыту. Соған біздің министрлік күш салатын болады. Сіздерді осы бүгінгі тақырыпты терең талдап, құнды пікірлеріңізді ортаға салады деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Үлкен рахмет, Марат Алмасұлы. Жалпы біздің бүгін талқылап жатқан тақырыбымыз көп жылдан бері талқыланып келеді. Енді бүгін елбасымыз, ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың мақаласы жақсы бір себеп болып отыр. Кездесуімізге мен экранда баршаңызды көруге қуаныштымын. Арамызда әртүрлі саланың мамандары болса да, әртүрлі саланың, әртүрлі қызметтің маманы болғанымен, барлығымызды біріктіретін қазақ тіліне деген жанашырлығымыз. Сондықтан құрметті қатысушылар, сіздерді тағы да шын жүректен осы жерде көргеніме қуаныштымын дегім келеді. Келесі сөз кезегімен Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрінің кеңесшісі, редакторлар клубының президенті, белгілі журналист Бибігүл Нұрғалиқызы Жексенбайға бергім келеді. Ол кісі бізбен онлайн жүздесіп отыр. Бибігүл Нұрғалиқызы, байланыстасыздар ма? Қымбатты Жансейіт Қансейітұлы, қымбатты конференцияға қатысушылар, өте қуаныштымын осындай бүгінгі күннің өзекті тақырыбы бойынша қазіргі интернет мүмкіндікті пайдаланып, басымызды қосып, бүкіл аймақтардағы, өңірлердегі ағайындармен осындай ой бөлісіп отырғандарыңызға мен де бір-екі ауыз өзімнің пікірімді білдіргім келіп отыр.
Шынымен де мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы тағы да біздің есімізге, назарымызға салып, осы үлкен мәселені қозғап кетті. Соңғы 30 жылда бұл бағытта көп жұмыс атқарылды. Шынымен 91 жылы мысалы, енді мен бақ саласында жұмыс істегендіктен, бұқаралық ақпарат құралдары саласы бойынша айтатын болсам, 91 жылы бар жоғы қазақ тілінде 82 ғана басылым болса, қазір күнде 585 басылым тек қана қазақ тілінде шығады екен. Яғни бұл деген бұл көрсеткіш біздің әртүрлі көпшілік, мысалы, қаласа да қаламаса да қазақ тілді аудиториямыз, қазақ тіліндегі бұқаралық ақпарат құралдары табиғи түрде өсіп келе жатыр. Бұл әрине мемлекет тарапынан жасалған дұрыс саясат, дұрыс бағдарламалардың ойдағыдай іске асуы. Әрине кемшіліктер болып жатыр, бұдан да жақсы болуы мүмкін еді. Бірақ осы 30 жылда жеткен жетістігіміз де бар екенін мойындап отыруымыз керек, және ол туралы да айтуымыз керек деп ойлаймын. Енді дәл қазіргі мәселелерге келетін болсақ, менің ойымша біздің назар аударатын мәселеміз қазіргі қазақ тілінде берілетін дүниелердің сапасына назар аударуымыз керек. Яғни қазақ тілін енді үйреніп, қазақ тіліне назар аударып жатқан аудиторияның көңілін, назарын жойып алмау үшін, яғни біздің беретін дүниелеріміз өте сапалы болу керек. Жаңағы интернет технологиялардың қазақ тілінде дұрыс сарапталып, дұрыс дамуына назар аударуымыз керек. Контент қазақ тіліндегі жоғары деңгейде болу керек. Және де айтатыным, мысалы, орыс тілді біздің жауапты қызметтегі адамдарымыз болсын, орыс тіліндегі әртүрлі ұйым өкілдері болсын, қазіргі көбейген аудиторияның санасына жету үшін қазақ тілін білуге мүдделі. Яғни өз ойын, өзінің месседжін қазақ аудиториясына жеткізу үшін олар қазақ тілін жақсы білуге міндетті болып отыр. Өйткені қазақ аудиториясы қазір шынымен де өсіп отыр, қазақ тіліндегі дүниелер көбірек жасалуын талап етіп отыр. Осы бағытта бірлесе қоғамдық ұйымдармен де бірлесе жұмыс істеуіміз керек деп ойлаймын. Дәл қазіргі пандемия уақытында да біздің әсіресе медициналық сауаттандыру бағытындағы жұмыстарымызды осы әртүрлі қоғамдық ұйымдар ассамблеяның да мүмкіндіктерін пайдалана отырып, біз барынша елдегі ағайындарымызға дұрыс сапалы түрде жеткізуге атсалысуымыз қажет сияқты. Осы тұрғыда да сіздердің белгілі азаматтарды, белгілі қоғам өкілдерін осы бағытта бірлесе жұмыс істеуге шақырғанымыз дұрыс деп ойлаймын. Осындай мен қысқаша бір ұсыныс пікірлерімді айтқым келіп отыр. Рахмет. Үлкен рахмет, Бибігүл Нұрғалиқызы. Айтқаныңызбен келісем, жалпы контент дегенде барлығымызда жақсы контент туралы, жақсы контентті назарға ілігіп отырамыз. Үлкен рахмет пікіріңізге. Жалпы бүгін айта кетейін, біздің арамызда әртүрлі деңгейде қазақ тілін біліп жүрген, қолданып жүрген азаматтар бар. Біздің осы жерде залда отырған қонақтарымыздың арасында қазақ тілін енді үйреніп жүргендер де бар. Және де қазақ тілін үйретіп жүргендер де бар. Сондықтан бүгінгі біздің конференциямыз жан-жақты пікірлі, жан-жақты толыққанды болу үшін мен осы азаматтарды да осы жерде көргеніме қуаныштымын. Келесі сөз кезегімен Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі белгілі журналист Қазыбек Жарылқасымұлы Иса мырзаға бергім келеді. Ол да бізбен онлайн қосылып отыр. Қазыбек аға, арамыздасыз ба? Қазыбек аға? Міне. Қазыбек аға, сіз микрофоныңызды қоссаңыз. Бізге міне. Енді естілді. Ассалаумағалейкум ағайындар. Мерекелеріңіз құтты болсын. Мейірім медалінің иегерлерін де құттықтаймын. Алдағы келе жатқан мерекелеріміз құтты болсын. Жалпы бұл ұлы даланың ұлтаралық тілі деген республика конференцияға қатысып отқаныма өзіме рахмет айтамын ассамблеяға. Яғни бұл қазіргі кездегі ең маңызды
мәселе болып тұр еліміздің 30 жылдық тәуелсіздік алған кезіміздегі. Яғни ең басты тақырыптардың бірі өткендегі Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ана тілі апталығындағы сұхбаты. Яғни бұл сұхбатта өте көп мәселелер айтылды, көп нәрселер қамтылды. Соның ең бастысы қазақ тілі, яғни мемлекеттік тіліміз туралы болды. Осы бұның алдында да президентіміз өзінің тұңғыш жолдауында да айтып еді, қазақ тілі ұлтаралық қарым-қатынас тіліне айналу керек деп. Яғни одан кейінгі бүгін кешегі сұхбатында да енді қазақ тілі мақтанышқа айналу үшін бұл қажеттілік керек деді. Осы жерде осы сөзге көңіл аударуымыз керек. Өйткені қажеттілік керек деп 30 жылда бізде бірінші рет айтылып отыр биліктің жоғары мінберінен. Бізде 30 жылда да мемлекеттік тілге қаншама миллиардтар бөлінді, бірақ оның іске асуы ойдағыдай болмаған себебі бізде қажеттілік болмады. Яғни міндетті болған жоқ мемлекеттік тілді білу. Ал енді өткенде осы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың өзі төрағалық ететін ұлттық кеңестің алғашқы отырысында мен осы мемлекеттік тілді міндеттеу туралы заң қабылдау туралы ұсыныс жасадым, және сонда бұл ұсынысқа бастамашы болу керек Қазақстан Халқы Ассамблеясы деп ұсыныс жасадым. Яғни содан бір ай өтпестен ассамблея тіл форумын өткізді. Өте тамаша өтті, керемет өтті. Мен өзім қатыстым, сөйледім. Сонда 50 шақты өзге ұлт өкілінің қазақ тілін бізден артық сөйлеп тұрғанына мен қатты риза болдым. Сол жерде алғысымды да айттым. Олар қазақ тілін біздің кейбір қазақ тілін ұмытып қалдым дейтін, орысша оқыдым дейтін министр, әкімдерден де өте жақсы сөйлейді екен. Мен сол кезде айтқам, осы жиналысқа әкімдер, министрлер шақыру керек, осыны көру керек, өзге ұлт өкілдерінің мемлекеттік тілді қалай құрметтейтінін деп. Яғни енді осы президенттің осы сөзі қажеттілік болу керек деген, іске айналу керек. Іске айналу үшін ол заң қабылдауымыз керек. Мемлекеттік тіл туралы заңда қажеттілік екені көрсетілу керек. Сонда ғана біздің 30 жылдан бері қол жетпей келе жатқан мемлекеттік тіл туралы заң қабылданғанда ғана біз бұл жаңағы президентіміз айтқан ұлтаралық тілге де айналады, қажетті тілге де айналады. Заң болмаса ол қалғанның барлығы да бұл сөз жүзінде қалады. Себебі елбасымыздың өзі президент болып тұрған кезінде үкімет пен парламент тек қана, назар аударыңыздар, тек қана мемлекеттік тілде, қазақ тілінде сөйлесін деді. Сөйлеп жатқаны қазір шамалы бір жылжу бар алға, бірақ толық жүйеге өткен жоқ. Өйткені заң жоқ бізде. Яғни енді осы тіл форумынан кейінгі мына конференциямыздың да жалғасы табуы өте заңдылық, тарихилық, бұған мен қуанып отырмын. Ассамблеяда сол іс жүзінде көрсетіп келе жатыр деп ойлауға болады. Өткенде Жансейіт Қансейітұлының өзі айтты, қазақтану туралы жобаны қолға алып жатырмыз деп. Бұл нағыз елдің бірлігіне әкелетін жоба деп ойлаймын. Одан кейін мынау жаңағы қазақ үні ақпараттық порталымызда біздің мемлекеттік тілді қолдап 121 мыңнан астам адам бір айдың ішінде қол қойды. Осыған ассамблея мүшелері де үлкен үлес қосты. Мынау конференцияны жүргізіп отқан Максим Рожиннен бастап 30 шақты мүшесі қол қойды осыған. Оның ішінде 10 шақты орыс ұлтының өкілдері, одан басқа Украин, Беларусь, неміс, өзбек, ұйғыр, дұңғар, өзге ұлттардың бәрі бар. Жалпы 30 шақты мүшесі қол қойды. Мен Максим Рожинге бірінші қол қоюшы ретінде осы жерде рахмет айтамын, өзге ұлт өкілдеріне де рахмет айтамын. Яғни басым деймін қазақ тілін, мемлекеттік тілді қолдағандардың бәріне. Яғни мен осыдан 10 шақты жыл бұрын осы ассамблеяның бір жиынында айтып едім. Кешегі тіл форумында да айттым ассамблеяның. Былтыр күзде өткен. Біз енді бір ел, бір тіл, бір мүдде деген ұстанымыз керек. Сонда ғана біздің жаңағы халықтар бірлігі, елбасымыздың айтып келе жатқан, президенттің айтып келе жатқан ел бірлігі деген сол іс жүзіне асады деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Үлкен рахмет Қазыбек аға. Жалпы сіз үшін шығар өткендегі форумға қатысқан жас азаматтардың барлығы арамызда отыр. Қазір онлайн болса да жүректері осы жерде шығар. Сондықтан бүгін мен ойлаймын жақсы бір талқылау болады деген сенімдемін. Арамызда жалпы бүгін Бибігүл Нұрғалиқызы жақсы бір тақырып көтерді, контент сапасы. Қазыбек ағамыз қазақ тіліне бөлініп жатқан көңілмен
қаражат жөнінде пікірін айтты. Енді арамызда қазақ тілін өз ниетімен оқытып жүрген азаматтар да бар. Оған айта кету керек, өздері бір көп қаражат та жұмсап жатқан жоқ. Сондықтан осындай бір сөз кезегін мен арамызда отырған қонақ Нұр-Сұлтан қаласындағы Лингватен тіл үйрету орталығының директоры Владислав Тенге бергім келеді. Жалпы Владислав көп азаматқа, өзі біраз тіл білетін жігіт болғаннан кейін, көп азаматқа ағылшын тілі, соның ішінде қазір көп сұраныста болып жатқан. Қазбек аға, сіз дұрыс айтасыз. Қазақ тіліне қазір сұраныс өте қатты артып келеді. Соның дәлелін Владиславтен өз жұмысында көріп отыр. Сөз кезегін Владиславтенға бергім келеді. Владислав. Рахмет, Максим. Ассалаумағалейкум, құрметті ханымдар мен мырзалар, әріптестер, достар. Осы конференцияға мені шақырғандарыңызға көп рахмет. Менің атым Владиславтен, Лингватен деген тіл орталығының жетекшісімін. Біз көбінесе екі тілді өретіп жүрміз, ағылшын тілі мен қазақ тілін. Осы екі тілді өз методикамен өретіп жүреміз. Қазақ тілін көбінесе қазақтың үйренемін дегендердің көбі қазақтар. Себебі оларға біріншіден қазақ тілі керек болады. Себебі олардың бірақ себебі бар. Мен қазақпын деген себеппен қазақ тілін өңгісі келеді. Мен орыс тілді қазақтарды айтып отырмын қазір. Олардың саны пайызы 90% келетіндердің, ал 10% өзге ұлттар, басқа ұлттар. Ал басқа ұлттардың өргінсі келетін себебі Қазақстанда қаламыз, тұрамыз, өмір сүреміз деген себеппен өргінсі келеді олардың да. Енді мен кішкене өзім ерекше методикамен туралы айтайын деп едім. Мысалы, басқа мұғалімдер мүмкін ерекше емес дейтін шығар. Бірақ мен қалай біріншіден шәкірттеріміз түсінетін тілмен салыстырып өретеміз. Мысалы, олар орысша сөйлеседі. Сондықтан орыс тілінің грамматикасымен, фонетикасымен салыстырып қазақ тілін өретеміз. Мысалы, бір мысал келтірем. Орыстар айтады, дождь идет. Ал енді қазақ тіліне аударсақ, жаңбыр жүреді, жаңбыр барады дейміз. Бірақ ол да дұрыс емес. Себебі қазақ тіліндегі ерекше етістік бар, жау деген. Сондықтан қазақтар жаңбыр жауады дейді, жаңбыр жауып жатыр дейді. Соны бәрін түсіндіру керек. Сондықтан мен саясаткер емеспін. Сол себептен заң өзгерту керек, әлде не өзгерту керек деуге ешқандай құқым жоқ деп ойлаймын. Бірақ менің қоғамдық ұстаным былайша болады. Біз орыс тілдерге қазақша сөйлеңдер деп айтқанша, оларға қазақ тілін махаббатпен, жақсы методикамен өретуіміз керек деп ойлаймын. Махаббат ең жоғарғы сезім. Онымен өретуіміз керек. Сондықтан мен алдыма көп қазақтар келеді. Маған қазаққа емес, кәріске, басқа ұлт өкіліне келеді. Себебі мен оларға күлмеймін. Мен оларға шын жүректен түсінуге тырысамын. Және профессионалдық жолмен көмектесемін. Мен қалай ойлаймын? Егер қаншалықты көп адам Қазақстанда қазақша сөйлей бастаса, соншалықты тезірек қазақ тіліне деген қажеттілік пайда болады деп ойлаймын.
сол 5 минутта болды ма? Үлкен рахмет, Иә. үлкен рахмет. Мен бәрін айттым деп Иә, үлкен рахмет сізге. Жалпы сіздің мына ойыңызды қолдағым келеді. Қазақ тіліне деген махаббатты оятуымыз керек. Жақсы контент арқылы, жақсы методикалар арқылы. Иә. Үлкен рахмет, Владислав. Мен осы сіздің мысалыңызда жалпы құрметті сөйлеуші, сөз алушы азаматтарымыз, қонақтарымыз регламент сақтасақ, өйткені уақыт аз. Сондықтан ойларыңызды нақты белгілі берілген уақытта жеткізсеңіздер. Бүгін біздің конференцияға 100-ден астам азамат қатысып отыр. Сіздерді тағы да осы конференцияға қатысқаныңызға қуаныштымын. Среди нас очень много представителей различных национальностей. Всех объединяет одно – отношение к казахскому языку, владение казахским языком, вклад в развитие казахского языка. Поэтому спасибо большое, Владислав. Очень интересная методика. Можете ознакомиться, найти в Фейсбуке Lingua10, Владислав 10, один из ярких активистов в деле развития казахского языка. Кстати, у нас сегодня также присутствует Анатолий Ким. Приятно очень приветствовать вас здесь. Анатолий недавно начал изучать казахский язык как раз вместе с Владиславом Теном. И что интересно, может поделиться какими-то своими наблюдениями. И в целом, Анатолий, я знаю очень давно, очень сильная жизненная позиция. Добро пожаловать, Анатолий, на конференцию. И очень приятно предоставить вам слово. Большое спасибо, Максим, за предоставленное слово. Большое спасибо за то, что пригласили поучаствовать в этом мероприятии, потому что я считаю, что в первую очередь изучение государственного языка – это инструмент для объединения народа. Сегодня не секрет, что наше общество порой делится по языковому принципу, русскоязычное, казахоязычное. Есть некое недопонимание. И, как мне кажется, казахский язык нужен в первую очередь для того, чтобы наш народ мыслил в одном направлении, чтобы мы получали и анализировали информацию, так скажем, из одного источника. Дело в том, что сегодня, как мне кажется, русскоязычная и казахоязычная среда питаются, из разных источников информации. И что меня лично побудило изучать казахский язык, то, что я понял, что я не могу транслировать свои мысли, свою гражданскую позицию на казахоязычную аудиторию. И это меня очень печалит. И мне бы хотелось, чтобы мы сегодня пришли к тому, чтобы мы не обсуждали проблему развития языка, чтобы мы обсуждали более серьезные, важные социальные проблемы, касающиеся нашего общества. Для этого нужно единение народа. И мне бы очень хотелось, чтобы наше государство, наши государственные органы осознали вот эту проблему и действительно озаботились тем, чтобы создать условия для изучения языка. Дело в том, что я сам долгое время не изучал язык именно из-за того, что было некое неприятие в обществе, были некоторые упреки в мой адрес, то, что я не владею языком. При этом, при всем, я считал, что я делаю достаточно для своей страны, что я истинный патриот этой страны, я очень люблю Казахстан. И незнание языка никак не умаляет, допустим, того, что я делаю, как и знание языка никак не увеличивает того, что я делаю для общества, для своей страны. К сожалению, вот этой пропаганды сегодня недостаточно со стороны государства, как мне кажется. Нужно больше говорить о том, что является истинным патриотизмом сегодня в нашем обществе, что знание языка никак не определяет этот уровень. Что гордиться языком, если ты знаешь его с рождения, если ты вырос в казахоязычной среде, но это на самом деле не повод для того, чтобы гордиться, во-первых, и не повод для того, чтобы упрекать других. И ни в коей мере нельзя развивать государственный язык, как я думаю, в ущерб русскому языку, которым владеет очень большинство казахстанцев. И я думаю, что это тоже наше достояние, это то, что нам досталось в наследство, и то, что сегодня мы владеем этим языком, это большое достижение. Но нужно сегодня, я хочу обратиться больше к русскоязычной среде, нужно нам самим понять, для чего нам учить казахский. Нам нужно учить казахский, потому что мы любим эту страну, потому что мы хотим ее менять, потому что мы хотим объединять людей. Вот, и мы должны осознать это.
Это единственный путь сегодня для консолидации общества. Когда я это осознал, я сам для себя принял решение и начал учить язык. И мне очень повезло, что я попал именно на обучение к Владиславу Тену, потому что его методика, она именно дает понимание того, зачем учить казахский. Это вот главный вопрос, для чего его учить. Ведь чтобы что-то делать, нужно делать это с любовью. И вот Владислав Тен дал возможность полюбить казахский. Он объясняет язык, он объясняет логику языка, он объясняет именно культуру народа казахского. Это все нам близко, я это все знал, я это все чувствовал в жизни. И я понял, ну, как строится казахский язык, как мыслит казах. Вот о чем говорит Владислав. Это, может быть, уникально, то, что он кореец по национальности, но он объясняет о том, как мыслит казах и почему он так разговаривает. Дело в том, что русскоязычному очень сложно переводить с русского на казахский сложно, потому что думаем мы на русском, а у казахского языка другая логика построения предложения. И вот Владислав, он вот именно через свою методику объясняет вот эти все вещи, и тогда у тебя что-то меняется, у тебя просыпается интерес к изучению языка. Самое главное, чтобы у людей проснулся интерес, чтобы они поняли, для чего мы это делаем, для чего нам это нужно. Вот лично я для себя интерес этот нашел, потому что мне хочется общаться, мне хочется разговаривать на этом языке, мне хочется быть на одной волне с народом. Это очень важно. И для себя я уже понял. И все эти упреки, которые были в мой адрес, они остались позади. Сегодня я уже понимаю, что не стоит на них реагировать, нужно идти и делать то, что ты начал. Вот. И я бы хотел пожелать всем тем, кто учит язык, чтобы вы не сдавались, чтобы вы не думали о том, кто как на вас посмотрит, кто как вас оценит. Делайте это по велению своей души и сердца. А тем, кто владеет языком, я бы хотел, чтобы вы максимально поддержали тех, кто изучает. И как и казахов, так и представителей других этносов и национальностей. Пожалуйста, поддерживайте, потому что только через это мы все объединимся, и только через это мы действительно станем единым народом. Спасибо. Большое спасибо, Анатолий. Очень хорошие мысли, которые как раз были озвучены в статье президента о том, что упрекать, смеяться над акцентом, нерационально, а рациональнее помогать, рациональнее поддерживать и как-то с любовью, как Владислав упомянул, помогать людям осваивать язык, потому что идея консолидации общества через язык, она жива. Хочу, кстати, воспользоваться случаем и сказать, что на площадках Ассамблеи народа Казахстана во всех домах дружбы есть клубы «Мемле», с которыми также работает вместе Владислав Тен. Ассамблея народа Казахстана предоставила эти площадки всем желающим изучать казахский язык. Мы выдвинули инициативу с активистами, с энтузиастами казахского языка о том, чтобы была возможность всем, кто желает изучить казахский, получить эту помощь от педагогов-филологов. Очень много обращается и педагогов, готовых 2 часа, 3 часа, каждый сколько может, выделить бесплатно на обучение языку любого желающего. Поэтому имейте в виду, дорогие друзья, делитесь этими ссылками и старайтесь помогать тем, кто рядом действительно хочет осваивать язык. Большое спасибо. Я вижу руки на экране, выступающие, желающих выступить. Я обязательно дам слово. Я хотел бы сейчас сказать о том, что мы переходим к следующему этапу, то есть выступлений. И я думаю, что каждый из вас постарается в короткое отведенное время добавить какую-то свою мысль, өз ойларыңызды толық жетік әрі нақты ұсыныстармен толтырып айтарсыз деген ойдамын. Мен сөз кезегін мына қолын созып жатқан, эфирде созып жатқан көріп отырмын. Икрам ағамызға бергім келеді. Икрам аға, бір ауыз сөз, бір минуттың ішінде айтсаңыз болады. Максим, рахмет. Онлайн ретінде тіл туралы бас қосуға келіп отырған қонақтар. Бұл ұлы даланың ұлтаралық ұлы тілі деп айтқан болады мынау бас қосу. Мемлекеттік тіл бұл ішкі саяси тұрақтылығымыздың қалыптастырады. Қазақстандық моделін қалыптастыратын бір фактор деп білемін. Ал енді қазір ғана Қасым-Жомарт Кемелұлының өте бір жақсы сөзін қойдық.
мемлекеттік тілді жақсы меңгерген өзге ұлт өкілдерін мемлекеттік қызметтерге дайындау, парламент мәжілісіне тағы басқа жұмыстар беру. Әрине, бүгінгі таңда біз мемлекеттік тілді дамыту үшін не жұмыс атқарып жатырмыз, осыны айтуымыз қажет. Ал енді бұл сөзде қалып кететін болса, айтылып қалып кететін болса, біз ертең күні ештеме ұта алмаймыз. Ал осы арада сіздер айтуларыңыз мүмкін. Қазақстан өзбектері достық қауымдастығы не жұмыстарды атқарып жатыр десеңіз, мен 2003 жылдан Розақұл Халмұрадов осының басында тұрып ашқан мемлекеттік тілді білу парызың, әйтпесе мемлекеттік тіл достықтың дәнекері деп жыл сайын біз республика деңгейде байқау өткіземіз. Ал енді осы байқауға мектепті бітіруші 11 кластың оқушылары келеді. Жыл сайын 20-дан артық республика бойынша оқушылар келеді. Осы байқауда қатысады. Бұл байқауда қазақ халқының тілі, мақалы, мәтілдері, мәдениеті, ғұрып, әдет, салт, дәстүрлерін барлығын қамрап байқау өтеді. Жыл сайын біз осы мемлекеттік тілді білу парызың атты байқауын жеңімпаздарына 8-10, әйтпесе 12 жоғары оқу орындарында тегін білім алу үшін сертификаттар береміз. Бұл сертификаттарны сол институттың ректорлары, университеттің президенттері бізге береді. Бұл мемлекеттік тілдің жанашырлары Лев Гумилев бір жылы біздерге осындай сертификатты берген болатын. Ал енді осының аясында қазір өздеріңіз білесіздер, түркі тілдер арасында бұл өзбек қазақ халқының тілінде бір 10-12% айырмашылығы бар. Кім өзбек тілін жақсы меңгерген болса, ол мемлекеттік тілді әрине өте жақсы меңгере алады деген бір фразаны айтқым келеді. Мен енді осы бір 7-8 жылдың ішінде емес, 2004-тен 2019 жылға дейін біз 250 миллион теңгеден артық сертификатты, яғни жаңағы байқау жеңімпаздарын жоғары оқу орындарында білім алу үшін бердік. Бұл деген сөз ата-аналарының қалтасында қанша бюджеттік ақшасını қалдырғанымыздың көріп отырсыздар. Рахмет, Икрам аға. Бізде, мен кешірім сұрайым, бізде қазір конференцияның өзіне 100-ден астам адам қатысып отырса, бізді Фейсбуктан 200-ден астам адам қарап отыр. Ол кісілер де сұрақ қойып отыр. Жалпы менің үлкен құрметпен сіздерге бір өтініш бар. Бір минуттың ішінде ғана өз ойларыңызды жеткізсеңіздер. Мен сөзімді доғарам. Мемлекеттік тіл әрбір қазақстандықтың патриоттығын арттыратын болсақ, біз мемлекеттік тілге оң көзбен қарап, әрбіріміз сен, мен сияқты білетін болсақ, мен ойлаймын, отанымыздың келешегі ұлы болады, жақсы болады. Рахмет. Рахмет, Икрам аға. Жалпы бізде мен айтқандай қатысушылар өте көп. Біз конференциямызда регламент сақтау үшін мен тағы да сіздердің назарларыңызды аударып отырмын. Әрқайсымызда бір минут уақыттан бар. Сондықтан келесі сөз кезегін мен Елена Рыбинаға бергім келеді. Ол кісі Қызылорда облысындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің баспасөз хатшысы. Елена, арамызда барсыз ба? Саламатсыздар ма? Бүгінгі конференцияға қатысқан барлығын қайырлы күн. Мен Қойнауыл Хатолысы өзгертті. Патриоттық сезімім одан әрі дамып, қазақ тілін жоғары деңгейде меңгеруге құлшынысым оянды. 5 жылдан астам уақыт өңірдегі белгілі қалалық телеарнада жұмыс жасадым.
халық арасында танымал бола бастадым. Енді міне елбасының тікелей бастамасымен ашылған болашақ зиялыларды дайындайтын халықаралық деңгейде 3 тілде оқытатын зияткерлік мектебінде 6 жылға жуық уақыт болды. Баспасөз хатшысы қызметін атқарып келемін. Енді қазақ тілі жалпы менің қоғамдағы өз орнымды табуға ғана емес, сондай-ақ өмірлік серігімді кездестіруге үлкен септігін тигізді. Жолдасым өзге ұлт болғанымен қазақ тілінде еркін сөйлейді, өз ойын еркін жеткізе алады. Отбасымызда өзара қазақ тілінде тілдесіп отыратын кездер көп болады. Оның үстінде тұңғышымызды да жастайынан қазақша білсін деп, қазақ тілді балабақшаға беруді жөн санадық. Осылайша мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтуге аз да болса да өз үлесімізді отбасымызбен қосып келеміз. Енді сөзімнің соңында еліңді сүйсен, ерлік істейсің дейді ғой дана халқымыз. Барлығымыз осы ұлтаралық қатынасымызды қазақ тілінде арттыруға толық мүмкіндігіміз бар. Соған баршаңызды шақырамын. Рахмет. Үлкен рахмет сізге, Елена. Жалпы сіздің айтқан сөзіңіздің тоғытері өзіңізде бала-шағаңызда қазақ тіліне барынша бет бұрғанның жақсы мысалысыз. Жалпы үлкен рахмет сіздерге. Арамызда өткен форумда менің өзімнің есімде ерекше қалған азаматымыз бар. Қытай тілін біліп жүріп, қазақ тілін неге білмеймін деп намыстанған азаматымыз. Сөз кезегі сізде. Жамалайыл, қалыңыз қалай? Барсыз ба арамызда? Ассаламу алейкум, құрметті Максим. Армысыздар, құрметті Жансейіт Қансейітұлы, Марат Алмасұлы және жиынға қатысушылар. Баршаңыз Қазақстан Республика Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың ана тілі газетінде жарияланған сұхбатын оқып үлгереңіздер деп ойлаймын. Өз сұхбатында президент елімізде қазақ тілін мәселесін қалай шешкен жөн екенін туралы ойларымен бөліскен. Әрине біз президенттің идеяларымен толықтай келісеміз және оларды жүзеге асыруға атсалуымыз керек. Осы арайда осы мүмкіндікті пайдаланып, менің де өзімнің идеямен бөліскім келеді. Әрине шын айтуда Қазақстан Республикасының әр азаматы мемлекеттік тілді ең алдымен өз отанына деген шынайы сезім мен сыйластық үшін үйрену керек. Десе де, егер бір ғана патриоттық сезім жеткіліксіз болса, біз мұндай адамдардың қазақ тілін үйренуіне талпыныстар тудырып отыруымыз керек. Қазақстанның ірі қалаларында мен осындай мәселені көрдім. Барлығымыз қазақ халқының қонақжай екендігін жақсы білеміз. Мәселен, Нұр-Сұлтан қаласында таксиге отырып, жүргізушімен диалогты қазақ тілінде бастасам, ол кісі маған орысша жауап береді. Ол кісі менің өзге этнос өкілі екендігімді көріп, сыйластығына байланысты әңгімені орыс тілінде жалғап кетеді. Бұл өте, мен оны түсінем, бірақ ол дұрыс емес деп ойлаймын. Мұндай әрекет адамның қазақ тілін үйренуге деген талпынысын төмендетеді деп ойлаймын. Қазақша үйренем деп жүрген адам, орысша білсем жеткілікті екен деп ойлауы мүмкін. Адамның ынтасы азайып, жалқауланып кетеді. Осы ретте Маңғыстау облысының тәжірибесін пайдалануды ұсынам. Маңғыстауда орыс тілін жетік меңгерген қазақ басқа этнос өкілін көрген бойда әңгімені алдымен қазақ тілінде бастайды. Өзге ұлт өкілі орысша жауап бергеннің өзінде ол қазақша сөйлесе алмаса да қазақша түсінеді деген сөз. Ол өзі диалогты қазақ тілінде жалғастыра беруге жеткілікті негіз болады. Осылайша ол өзге этнос өкілін қазақ тілін үйренуге ынталандырады. Біз қазақ халқы және өзге этнос өкілдері мемлекеттік тілді білмейтін жандар үшін осылай көмектесуіміз керек, яғни олармен қазақша сөйлесейік. Қазақша үйренгісі келетін адамдарға одан үлкен көмек болады. Ал қазақша үйренгісі келмейтін адамдарға да үлкен мотивациясы болады, себебі өздерін жайсыз сезінеді. Осылай.
Үлкен рахмет, Жамалайыл. Мына сіз айтқан Маңғыстау облысының тәжірибесін назарға алу керек сияқты. Келесі сөз кезегін мен Молдован этномәдени бірлестігінің мүшесі, Қостанай өңірінің белгілі журналисті, жалпы Қазақстан деңгейінде көп жақсы ойларды жеткізген азаматшамыз Алла Чечеткинаға бергім келеді. Алла. Армысыздар. Барша форумға қатысып отырған халыққа саламатсыздар ма деймін. Негізінде көтеріліп жатқан мәселе өте өзекті, және де менің ойымша Қазақстанда тұрып, барлық қазақстандықтар қазақ тілін білуге міндетті деп ойлаймын. Тілі жоғалған халықтың өзі, Ахмет Байтұрсынов атамыз айтқан болатын, сол себепті біз алысқа бармай-ақ жан-жағымызға қарап, осы айналамызда шығып жатқан түрлі баннерлердегі жарнамаларға көбірек назар аударуларымыз керек, өйткені қателер өте көп. Және де тіпті саябаққа барған кезде көбінесе неше түрлі әндерді қосып қояды. Неге ұлттық нақыштағы өлеңдерді қоспасқа? Қаншама әдемі патриоттық әндеріміз бар мысалы. Тағы да бір мәселе, өзім жұмыс бабымен де, сонымен қатар оқуда оқып жүрген кезде іс құжаттар көбінесе орыс тілінде, қазақ тілінде құжаттар аз. Неге осы мәселеге біз мән бермейміз? Айтайын деген ойым осы, уақыт шектеулі болғандықтан осы мәселелерге барлығымыз бірлесіп, жұмыла көтерген жүк жеңіл дегенде бәріміз бірлесіп осы мәселеге назар аударсақ деймін. Рахмет. Үлкен рахмет сіздерге, Алла. Келесі сөз кезегін Алматы облысы Қапал ауылдық округі әкім аппаратының жетекші маманы Владимир Чепель, Қапал батырдың ұрпағы. Қайырлы күн, Максим, үлкен рахмет. Қайырлы күн, құрметті Жансейіт Қансейітұлы, Мұрат Алмасұлы және барша форумға қатысушылар. Біріншіден, Қазақстан Халқы Ассамблеясының ширек ғасырлық мерейтойымен және алда келе жатқан айбынды астанамыз Нұр-Сұлтан қаласының мерейл мерекесімен баршаңызды құттықтаймын. Мен Владимир Сергеевич, мемлекеттік қызметкермін. Алтын бесіміз алда тұрғандықтан әртүрлі сұрақтармен аудармашысы түсініп бірден көмектесуге тырысамын. Қазақ тілін жетік білгендіктен ашық жарқын әңгімелеп, еркін пікір алмасамыз, жарқынды қалжыңдасамыз. Кейде менен ауылдастарым әзілдеп, әрі жақын тартып, сен осы найман емессің бе деп қалжыңдасатын. Ондайда қазақ тілін деп жол тауып кетуге тырысамын. Қасым-Жомарт Кемелұлы қазақ тілін білетін өзге өкілдеріне ерекше мүмкіндіктер жасау туралы ой пандемия кезінде әрі болып жүрген көңілімізге шұғылалы шуақ сыйлады. Біз қандай қызметте жүрсек те, қазақ тілін ұлтаралық тілге айналдыруға ешқандай есепсіз, ақысыз, жариясыз, ешқандай жарнамасыз күш саламыз. Осы мақсатта қазақ тілін қолдаушы этнос өкілдері тарапынан Инстаграм, Фейсбук, Телеграм әлеуметтік желісінде тегін тіл үйрену үшін ұлы даланың ұлтаралық тілі атты парақшалардың қосылғанын хабарлаймыз. Мемлекеттік тілді еркін меңгерген түрлі ұлт өкілдері осы жобаны қолдайды деп ойлаймын. Бұл парақшаларда әрбір тілек білдіруші өз тілін үйрену тарихымен бейне үндеу жүктей алады. Тіл үйрену әдістемесі бойынша тікелей эфир ұйымдастыру жоспарымызда бар. Бар сөзбен айтқанда, қазақ тілді этнос өкілдерінің қатарын көбейтетін, бас қосатын, пікір алмасатын, дидарласатын, тіл мәселесін талқылайтын, ақпарат алмасатын, әлеуметтік сауалнамалар жүргізетін ортасы болмақ. Тыңдағандарыңызға рахмет. Үлкен рахмет, Владимир. Мен тағы да рахметімді айтам регламент сақтағандарыңыз үшін. Амантай аға, мен сізді көріп отырмын, сөз кезегін берем. Қазір реті келсін, иә? Үлкен рахмет. Жалпы сіз айтқан ойыңызды мен тағы да айта кеткім келеді. Жақсы мысал, ұлы даланың ұлтаралық тілі деген бір жақсы площадка ұйымдастырып, сол площадканың айналасында қазір жасалып жатқан, ассамблея тарапынан жасалып жатқан көп жұмысты, осы тілге қатысты нәрсені сол жерде біріктіруге болады. Владимир, үлкен рахмет. Дәл осы нәрсені Анатолий да айтты жаңа. Тура сол жұмыс қазір көп азаматқа қажет. Ол да біздің президенттің мақалада айтқан ойымен үндес болып тұр. Барша үйренем дейтін азаматтарға қолдан келген көмегімізді жасауымыз керек. Үлкен рахмет. Келесі сөз кезегін
Жанубий Қазақстан қоғамдық саяси газетінің бас редакторы Алишер Сатыбалдиев деген бауырыма бергім келеді. Алишер, арамыздасыз ба? Армысыздар, естіліп тұр ғой? Армысыздар, құрметті конференция қатысушылары, құрметті Жансейіт Қансейітұлы. Ең алдымен ұлы даланың ұлтаралық тілі деген тақырыпты таңдағандарыңыз үшін алғысымды білдіргім келіп отыр. Өйткені осы тақырыптың өзі қазақ тілінің ерекшелігі, мына тарихының толқынындағы қалыптасу сатылардың барлығынан өткенін бәрін көрсетіп тұр. Негізінен мына ұлы даланың ұлтаралық тілі болуының алғышарттары кезіндегі Атилла, Еділ баһадурлардың осы герман тайпаларына қарай шабуылдар кезінде, бүгінгі мына Венгрия, мадиярлар еліндегі тілінің қазақ тілімен ұқсастықтары, және де мына ғалымдарымыз айтып отқандай жапон тілінің қазақ тілімен үйлесімділігі мәселелердің барлығы бүгінгі таңда қазақ тілінің үйренуге қаншалықты бір оңайлығын, асандығын көрсетіп отыр. Және де бұл жерде енді қазақ тілінің барша түркінің ана тілі екенін, тарихи тілі екенін, негізгі орда осы Түркістан өңірінен тарағанын тағы бір рет дәлелдеп отыр. Негізінен Жансейіт Қансейітұлы Түркістан облысының әкімі кезінде осы бағытта біршама жұмыстарды атқарған болатын, көптеген ғылыми конференциялар болды, профессорлер келді, халықаралық деңгейдегі ғалымдар келіп, Түркістанда іс-шаралар өткен болатын. Сол жерде мына қазақ тілінің Орта Азия елдерінің бүкіл түркі халықтарының тілі ретінде қазақ тілінің орталық бір тіл ретінде қабылдау мәселелері көтерілген болатын. Мен қалар едім, бүгінгі таңда сол жұмыстар республика деңгейінде көтеріліп, ассамблея соған басшылық жасаса. Негізінен 25 жыл бойы біз Қазақстанда тұратын барлық халықтардың сыртқы сипатын үйрендік, олардың салт дәстүрлерін үйрендік. Ендігі күнде біз алдағы уақытта ішкі дүниеге үйренуге көшуіміз керек деп ойлаймын. Бұл жерде мынау түркі тілдеріне ортақ тіл болғаннан кейін, кезінде мынау 1929 жылға дейінгі Ахмет Байтұрсыновтың 40 жылға дейін латын графикасында жазылған көптеген естеліктерде қазақ болсын, өзбек болсын, немесе басқа ұлттың өкілі болсын, бір-бірінің ана тілінде шыққан шығармаларды беймағлы оқып отқанын көріп отырамын, естіп таң қаламыз. Және де бұл жерде мына Ұлы Абайдың 37-ші қара сөзі, кітап тастық деп шығармасы, соның түпнұсқасын оқыған адам, түпнұсқасын оқыған кезде қазақ болсын, өзбек болсын, татар болсын, ұйғыр болсын, немесе басқа осы түркі халықтарының ұрпақтарының барлығы еш аудармасыз түсінуге мүмкіншілік алып отыр. Мен өзім осыны оқығанда таң қалдым. Шағатай тілінде жазылған кезіндегі Ахмет Яссауиден бастап Науаи бабаларымыз, Бақыр Ғанилардың көптеген шығармаларын тура осылай оқып үйренуге мүмкіндігіміз бар. Бұны не үшін айтып отырмын? Бүгінгі таңда мына 18 миллион Қазақстан халқы болып, қазақшаны түсінемін, түсінбеймін деп, немесе жаңа қазақша сөйлеуде бір-біріміздің артымыздан ұялы телефонды көтеріп жүріп, бір кикілжіңдер орын алып жатыр, соның барлығы ұятты жағдай. Негізінен ассамблея тұғырынан осы нәрсені насихаттауымыз керек деп ойлаймын. Барлық тілдің бәрін білгеніміз өзімізге бір артықшылығымыз, бірақ мына мемлекеттік тілді қорғауымыз керек, оны ғылым тіліне айналдыру мәселесі айтылды. Кезіндегі мынау еврейлердің тілі, еврей халқының тілі иврит бөлу тілдердің қатарына жатқызылған болатын. Осыдан 10 жылдықтар бұрын, көп те уақыт өткен жоқ. Бірақ ғылым тіліне айналып, бүгінгі таңда иврит тілі ғылымның тіліне айналып, халықаралық деңгейде қолданысқа еніп отыр. Қазақ тілінің де осындай деңгейге жеткенін қалар едім. Негізінен мына тұғырдан сөйлеуге мүмкіндік бергендеріңіз үшін рахмет. Уақыт көп болса, және де басқа да осы ұлы даланың ұлтаралық тілі тақырыбы аясында көптеген шараларға қатысуға дайынбыз деп ойлаймын. Рахмет. Үлкен рахмет, Алишер бауырым. Келесі сөз кезегін Рустан қаласы ұйғыр этномәдени бірлестігінің төрағасының орынбасары Наргиза Махмудиге бергім келеді. Барсыздар ма? Құрметті бүгінгі қатысушылар, не пандемияның арқасында біз осылай Қазақстанның түкпір-түкпірінде мемлекеттік тілді жақсы меңгерген жас буынмен осындай кездесу ұйымдастырып отырмыз.
Ал енді келесі конференцияларымызда пандемия бітіп, бетпе-бет кездесіп, өзіміздің бұрынғы тізімізге түсеміз деп ойлаймын. Енді еліміздегі тіл мәселесі туралы сөз қозғағанда, мемлекетіміздің іргетасын қалаған Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың лайықты еңбегін атап өтуге тиіспіз. Елбасы республикамыздағы мемлекет құрушы ұлттың, этностардың ана тілі, тарихы мен мәдениетінің, салт дәстүрлерінің, әдет ғұрыптарының дамуына бар жағдайды жасады. Өзі құрған Қазақстан Халық Ассамблеясы да бұл бағытта жұмыстарды тұрақты түрде жүргізіп келеді деп ойлаймын. Нақты айтқанда, тіл үйренемін деген адамға мемлекет тарапынан болсын, ассамблея тарапынан болсын, тегін жағдайлар жасалынған. Мәселен, Нұр-Сұлтан қаласына келетін болса, Қазақстан Халық Ассамблеясының достық үйінде мемлекеттік тілді дамыту мақсатында арнайы ашылған мәміле клубы жұмыс істейді. Нәтижесінде Нұр-Сұлтан қаласындағы өзге ұлт өкілдері және этномәдени бірлестіктердің аға буын, орта буын болсын, жас буын өкілдері болсын, қазақ тілін сөйлеуге және жазып үйренуге ден қойып келеді. Себебі қазақ тілін дамыту ауызша сөйлеу мәнерімен жазба үрдісін бірдей алып жүргенде ғана дұрыс қалыптасады. Мемлекеттік тілді дамыту ісінде осыған баса назар аударуымыз қажет деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Үлкен рахмет сіздерге. Келесі сөз Солтүстік Қазақстан облысы Әзербайжан этномәдени бірлестігінің мүшесі Шахнияр Аллахиярова берем. Қайырлы күн, құрметті конференцияға қатысушылар. Мен Солтүстік Қазақстан облысы Қазақстан Халқы Ассамблеясының Әзербайжан этномәдени бірлестігінің белсенді мүшесімін. 4-ші курс студентімін. Ұлтым Әзербайжан. Мен қазіргі кезде орыс, қазақ, ағылшын, әзербайжан және түрік тілдерін білемін және осы тілдерде еркін сөйлеймін. Көп тілді білу заман талабы деп ойлаймын. Қазақ тіліне деген қызығушылық мектеп кезінен бастап пайда болды. Орыс мектебін бітірдім, жоғары оқу орнында да орыс бөлімінде білім алып жатырмын. Соған қарамастан қазақ тілін меңгердім, алдағы уақытта да мемлекеттік тіліміздің мәртебесін көтеруге өз үлесімді қосамын. Дана халқымыз өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрмете деп бекер айтпаған. Қазақ тілі қазақ халқының ғана емес, Қазақстан мемлекетінің тіліне айналатыны бәрімізге анық. Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Қазіргі кезде елімізде 130-дан астам ұлт өкілдері бір шаңырақтың астында өмір сүреді. Мемлекеттік тіл Қазақстан аумағында тұратын барлық этностардың біріктіруші бөлігі. Өйткені олар Қазақстан халқының бір тұтас отбасына айналды. Мемлекеттік тілді білу өмір талабы, заман сұранысы, қоғам қажеттілігі. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев айтқандай, қазақ тілі біздің қоғамда сұранысқа ие болуы тиіс. Олай болса, тілді өмірдің барлық саласында қолданып, аясын кеңейту жолында әрбір қазақстандық өз азаматтық міндетін атқаруға қажет. Ойымды елбасымыздың сөздерімен аяқтағым келеді. Мен бүгінгі ұрпақтың 3 тіл білуін қолдаймын. Мемлекеттік тіл, мемлекет құрушы ұлттық тілі, ал орыс тілін білу ұлы байлық. Ағылшын тілі ілгерушілік пен технологиялардың тілі болғандықтан біз оны үйренуге тиіспіз. Ал қазақ тілі барлық Қазақстанды біріктіріп, жақындастырып, өзара түсіністік пен сүйіспеншілікке жетелейді. Біз, жастар, мемлекеттік тілді терең меңгеріп, ұлтаралық қатынас тіліне айналдыруға міндеттіміз. Назарларыңызға рахмет. Рахмет сіздерге. Жалпы бұл жерде біз нақты бір ой айтуға кездесіп отырмыз. Ой айту үшін көп мәселе айтылып жатыр. Мен келесі сөз кезегін Зүлфия Тайыповаға бергім келеді. Республикалық ұйғыр этномәдени орталығының мүшесі. Қысқа әр нұсқа 1 минутта, егер мүмкін болса, иә? Армысыздар, қадірменді конференция қатысушылар. Мен естіліп тұр ма? Жақсы естіліп тұр. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Ана тіл газетіне берген сұхбатында телевизия
радио хабарларының сапасын арттыру қажет. Бұл ақпарат өнімдері қоғамдық ойдың қайнар көзіне айналуға тиіс. Ұлттық идеяға қызмет ететін топырағымыздан тамыр алған төл бағдарламаларды молайту қажет деп айтқан болатын. Менің ойымша ақпарат өнімдеріне әлеуметтік желілерде қосуға болады. Қаласаңыз да, қаламасаңыз да, қоғам әлеуметтік желілерге желімденді. Дүние күйіп бара жатса да, желілерге көз қырын салып, виртуалды өмірден алшақтамайтындар саны күн өткен сайын артып келеді. Енді бізге осы құбылысты мәдениетті сапалы ұлт пен мемлекеттік тілге пайдалы жағынан қолдану керек деп ойлаймын. Әркім өз оқырмандар алдындағы жауапкершілікті баршалықты сезініп, әлеуметтік желілерді мемлекеттік тілді насихаттайтын ортаға айналдыру орынды болмақ. Осы ретте әлеуметтік желілердегі Ұлы Даланың ұлтаралық тілі парақшасының жұмыс істей бастауын қуана көремін. Және осы қазақ тілінде сапалы контент жүргізу туралы ойда осы конференция барысында айтылды. Мен сол ойға қосылам. Осы пікірімді айтайын деп едім. Рахмет. Рахмет сіздерге, Зүлфия. Келесі сөз кезегін Ақмола облысы Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің студенті Алена Солоповаға берем. Арамызда барсыз ба? Қайырлы күн, құрметті конференция қатысушылар. Ағымдағы жылдың 25 маусым күні Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев республикалық ана тілі газетінде кеңейтілген сұхбат берген болатын. Аталмыш сұхбат бірден қоғам ортасында қызу талқыға түсіп, жұртшылық тарапынан зор қолдауға ие болды. Себебі сұхбатта көтерілген сауалдардың барлығы еліміздің болашағына тікелей қатысты және аса өзекті саналады. Егемен еліміздің дамуына өзіндік үлесін қосып, отан алдындағы азаматтық борышын адап атқаруға өз алдыма мақсат етіп қойған жас ұрпақ өкілі ретінде маған президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев сұхбат барысындағы қазақ тілін қолдану барысында фонетикалық және орфографиялық қателер жіберіп алатын отандастарымызға түсіністікпен қарап, толеранттылық танытуымыз керек. Мұндай азаматтар жастарымыздың арасында да аз емес. Олардың талпынысын мазақ етпей, қайта қолдан түскеніміз жөн деген сөздері қатты ұнады. Себебі менің жақын достарым, заматтастықтарым арасында да қазақ тілін жаңа меңгеріп келе жатқан, әлі де болса, өз ойларын толық жеткізіп айта алмайтын. Бірақ болашақта мемлекеттік тілді жоғары деңгейге меңгеріп, жақсы қызмет еткісі келіп жандар өте көп. Олардың барлық қазақ тілінде алған теориялық білімдерін іс жүзіне бекітіп, шыңдала түсу үшін қазақша сөйлеп бастағанда сыни сөз, мысқыл, күлкі естіп жатады. Бұл олардың тілді одан ары оқып білуіне деген ынталаны әсер етеді. Сондықтан тілді үйренуді жаңадан бастап жүрген достарыма өз қалауым қазақ тілі шебер меңгерсем де, өзінен білетін дүниенің шеберлеріне үнемі кеңес беріп отырамын. Алға қойған мақсаттарына аздаған қиындыққа бола бас тартай, тіл үйренуді жалғастыра беруге үгіттеймін. Сондай ақ президентіміз сұхбат үстіндегі біз қазақ тілін жақсы білетін өзге ұлт өкілдерін қолдауымыз керек. Оларды парламентке, өкілетті органдарда сайлап, мемлекеттік қызмет жүйесіндегі жоғары лауазымдарға тағайындап, мемлекеттік наградалармен марапаттап отырғанымыз дұрыс деген сөздер ерекше қуанышпен қабылдадық. Бұл қазақ тілді этнос жастарды үшін өз болашақ мамандықтарын қазақ тілін байланыстырып, оны жақсы меңгердіксе өмірінде кеңінен қолдануда, өз ұрпақтарына үйретуде аса қажетті қолдау деп білемін. Назарларыңызға үлкен рахмет. Үлкен рахмет сіздерге, Алена. Жалпы сіз дұрыс айтасыз, көп азамат осы күлкі, мазақ, қате жібергеннен кейін адамдардың белгілі бір сын айтқанынан қашып, қазақ тілін үйрене алмай жүр, немесе сескеніп жүр ма. Сондықтан осы ой өте жақсы болды. Мен ойлаймын, сол ой әрқайсымыздың бір назарымызға тағы бір ілігер.
Келесі сөз кезегін мен Шымкент қаласы Әзербайжан этномәдени бірлестігі төрағасының орынбасары Арзу Гурбановаға бергім келеді. Арамызда барсыз ба? Қайырлы күн, құрметті Жансейіт Қансейітұлы, құрметті форумға қатысушылар. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев республикалық ана тілі газетіне берген сұхбатында ана тілімізді сақтап, өз тарихымызды терең дәріптеу жөнінде кеңірек айтып өтті. Олай болса, мемлекеттік тілдің аясын кеңейту жолында әрқайсымыз өзіміздің азаматтық міндетімізді атқаруымыз керек. Демек, мемлекеттік тіліміздің мәртебесін биіктетіп, оның қай салада болмасын кеңірек етек жаюына әрбіріміздің қосар үлесіміз бар. Ол үшін мемлекет басшысы айтқан барлық игі іс-шараларды қос қолдап қолдаған жөн деп есептеймін. Осы тұрғыда мен филолог ретінде бір ұсыныс жасағым келіп тұр. Яғни қазақ тіл үйрену үшін жаһандық пандемияға айналған індет кезіндегі карантин уақытын үнемді пайдалануға болады қазіргі таңда. Бұрын қазақ тілін үйренуге уақыт таппайтын болсақ, қазіргі таңда уақытымыз жеткілікті. Сол уақытымызды үнемді қолданып, қазақ тілін үйренуге шақырамын барша халықты. Бұл тек өзге ұлттарға ғана емес, барша қазақстандықтарға тиісті деп ойлаймын. Яғни, телеарналардан қазақ тілін үйренуге арналған бағдарламалар мен мультфильмдер, 10 минуттық шағын фильмдер мен роликтерде жиі көрсетілген жөн деп есептеймін. Себебі қазіргі таңда барша халық сол теледидармен уақыттарын өткізіп жатқан болу керек. Күніне бірнеше мәрте қайталап көрсетсе де артық етпеседі. Бұдан бөлек, қазақ тілінде сөйлеу мақтанышқа айналу үшін қоғамда қажеттілікті арттыру қажет деп есептеймін. Парламент жиындары, баспасөз мәслихаттары мемлекеттік тілде өтіп, халыққа қазақша ақпарат бере алмайтын шенділер қызметімен қош айтысса дегім келеді. Сонымен сөзімді қорытындылай келе айтарым, Қазақстанда мекен еткен барша ұлт өкілдері қазақ халқының жанына топтасып, қазақ тілімен қатар қазақтың тарихын, салт дәстүрін, әдет ғұрпын сыйлап, құрметтеп және жастарға дәріптесек дегім келеді. Рахмет тыңдағандарыңызға. Үлкен рахмет. Жалпы сіздің жақсы ойыңыз ұнап отыр. Қазір қазақ тілін үйренуге уақытым жоқ дейтін сылтаудың жөні жоқ дейсіз ғой. Осы кезде үлкен рахмет сіздерге. Көп нәрсеңізбен келісуге болады. Келесі сөз кезегін мен Қызылорда облыстық қоғамдық келісім сарапшысы Светлана Крюгерге бергім келеді. Бар ма, Светлана әпкеміз? Светлана, арамызда барсыз ба? Микрофон қоссаңыз. Амантай аға, мен сізді көріп отырмын. Қолыңыз созып отыр. Естіліп тұрмын ба, Максим? Я, естіліп тұр, Светлана. Қалыңыз қалай? Қайырлы күн, құрметті конференция қатысушылар. Менің ұлтым неміс, қалың қазақтың ортасында өстім. Сыр елінің ыстық күнінің нұрына шомылып, майлы топырағын кешіп, қазақтың сары қызына айналдым. Қазақ тілінің мәртебесін көтеру мақсатында өтіп жатқан осындай маңызды да мазмұнды Ұлы даланың ұлтаралық тілі атты онлайн конференциясына қатысып, сіздермен дидарласып отқаныма өте қуаныштымын. Қазақ тілін менің бойыма қазақтың ортасы сіңірді. Қазақ тілін білуді отбасымдағы тәрбиемен де байланыстырамын. Себебі бала күнімнен атам маған біздің отанымыз Қазақстан. Біз отанымыздың мемлекеттік тілін білуге міндеттіміз деп үйретіп отыратын. Сол сөздерді мен жаныммен де жүрегіммен де қабылдадым. Осы сәтті пайдалана отырып, қазақ жерінде қазақ тілінің мәртебесін көтеріп, оны төрге сөреуге барын салып жүрген тіл жанашырларына үлкен ризашылығымды білдіріп, бас иемін. Мемлекет басшысының республикалық ана тілі газетіне арнайы берген сұхбатында
тіл мәселесі өте орынды айтылған. Әсіресе мектептердегі бастауыш сыныптарында оқитын балалардың қазақ тілін үйренуіне басымдық беру керек деген жері маған өте қатты ұнады. Себебі бастауыш сынып баланың болашақ өміріне деген қалап отырған іргетасы. Егер құрылыстың іргетасы мықты болса, оның керегесі мығым болады. Жалпы әр қазақстандық мемлекеттік тіл, қазақ тілін құрметтеуді азаматтық борышы санап, оның ұлтаралық тілге айналуына перзенттік парызын жасаса, тіліміздің көркейетіні ақиқат. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Рахмет сіздерге, Светлана. Өте жақсы ой айттыңыз. Бастауыштан бастау керек. Жалпы ана тілі, қазақ тілі, ананың тілі. Сондықтан балабақшадан аналардың құлақтарын алып сырға. Рахмет. Келесі сөз кезегі жеке кәсіпкер Орал қаласының тұрғыны Ильяр Муталиповқа бергім келеді. Ильяр. Армысыздар, әріптестер, естіп отырсыздар. Максим. Барлығы естіліп жатыр. Әдемі, жақсы естіліп жатыр. Жарамасыздар ма? Мен өзім жаңағы осы енді бізде конференциямыз жаңағы ой пікірді білдіру ретінде болғандықтан мен айта кететін өзім қазіргі таңда мына қазақ тіліге осы біздің президентіміздің осындай сұхбатына өте қуаныштымын. Өйткені мына осы алдында біз кездескенде сол бүкіл проблемаларды айтқан кезде осы проблемалардың бәрін ескерткен сияқты деп ойлаймын. Өйткені біріншіден тоқтасақ, қазақ тілін сөйлеу мақтаныш болу үшін қоғамда оған деген қажеттілікті арттырған жөн деп айтқан еді біздің президентіміз. Иә, шынымен де біз біріншіден оны мақтаныш ретінде жаңа патриоттық сезім, патриоттық деген сөздің арасында тілді білу дегенде кіру керек деп ойлаймын. Менің өзімнің ойым. Екіншіден қазақ тілін жақсы білетін өзге ұлт өкілдерді қолдануымыз керек. Яғни бұл біріншіден басқа ұлттар насихат ретінде жаңағы пример дейді ғой, пример ретінде қолдануға өте жақсы. Өзімнің салада мысалға кездесіп жатқанда айтып отырамын. Мысалға бізде көптеген орыс қыздар бар, таныс жанында отыр. Мысалға біз отырғанда, бір жерге отырғанда, таксиға болсын, бұлай өмірде кездескенде, естігенде біз міндетті түрде мақтаныш ретінде айтамыз. Сіз мына кісіге қазақшада сөйлей берсеңіздер болады, түсінеді деп. Орысша сөйлемей-ақ қоюға болады деген сияқты. Үшіншіден енді мына тоқталған тармағы ол қазақ тілін қолдану барысында фонетикалық және орфографиялық қателерді жіберіп алатын отандастарымызға түсінікпен қарау деген. Өзіме айтамын, мысалға мен де өзім кішкене қосам, арасында басқа тілдің арасында өзімді ұйғырша сөйлеп кетемін, өзімді ұйғыр өкілі болғандықтан. Арасында орысшада сөйлеп кетемін, сөздерді бұрмалап әйтеуір айтамын. Өзім отбасылымын, семьям, өзім қазақ елінің күйеу баласымын. Сондықтан бұлай отырғанда, өзгеше отырғанда, сөз сөйлеген кезде кішкене қиналамыз, соның өзінде де қорықпай сөйлейміз енді. Өзіміз солай үйрендік, басында сөйлей алмайтын едік. Бірақ та енді осы сөйлей дегеннен кейін есейген сайын сөйлейміз ғой. Төртіншіден телевизия, радио хабарлар сапасын арттыру. Бұнда бізде қазіргі таңда біз қазақ тілін мысалға кішкентай жас өспірім балдарға мысалға әдеби сөзбен сөйлейді. Ол балдар енді өздері енді ғана сөйлеуді үйреніп кеткен балдарға әдеби сөз енді олар қолдану қиын. Мысалы, соны ескерту керек. Өйткені жас ерекшелігіне байланысты бөлісіп, соларға контентті дұрыс қолдануымыз керек. Жаңа басында айтып кетті ғой. Соны ашып айтқаным ғой. Осы енді сөйлейтін сөз көп, енді кішкене тығыз болған соң тек қана осыны айтқаным осы тоқталып тармақтар бойынша.
Максим. Үлкен рахмет, Ильяр, сізге жақсы ой айтып отырсыздар. Жалпы осы ойлар көптен бері айтылып жүр. Енді алдағы уақытта жұмыс барысында осы нәрселер нақтырақ талқылаймыз. Келесі сөз кезегін мектеп түлегі Қостанай өңірінің тумасы, біздің қарындасымыз Анель Пимичеваға бергім келеді. Мен жаңа экраннан көрдім. Анель, микрофоныңызды қосыңыз. Сәлеметсіз бе, құрметті жиналған қауым. Баршаңызды онлайн болса да көруге қуаныштымын. Сөзімді бастамас бұрын өзімнің басымнан өткен бір қызық оқиға туралы айтып кететін болсам. Осыдан бір жыл бұрын Қызылорда қаласына экологиялық форумға қатысқан едім, бұйырыпты солай, және де бізді топтарға бөлген еді. Сол кездегі бір қызығы барлығы қазақ тілінде өзін таныстыру керек деп айтқан еді. Және де артымда бір отырған кісі біреуге қиын болады деген сөзді естіген едім. Негізі шыны керек маған бұрылған сөз екені түсінікті болды, себебі өзім ғана сол топтың ішінде өзге ұлт өкілімін, және де оңтүстіктен солтүстікке келген делегат ретінде қатысқан едім. Сол кезде өзім намыстанғаным сонша орнымнан тұрып, өтініш адамды сыртқы келбетіне қарап бағаламаңызшы деген сөзбен өзімнің сөзімді бастаған едім. Және де бұдан не түйетін болсақ, қазіргі заманда түрі басқа болғанымен, адамның түрі басқа болғанымен, оның тілі басқа емес екендігін түсіну керек. Бұнымен не айтқым келеді? Құдайға шүкір, елімізде 3 тіл қоса дамып келе жатыр. Бірақ та дегенімен мемлекеттік тілімізді кейбір азаматтардың жүрегінде ең соңғы орынға ие болатындығы алаңдатады. Неге? Біздің мемлекетімізде ағылшын, Қытай және де тағы да басқа тілдерді білетін адамдар басқа тілді білсе, оларға таңғалмайды, бірақ та осы мемлекетте туып, осы мемлекетте өскен, оқыған азаматтар осы мемлекеттік тілде сөйлесе, соған таңғалады деген бір алаңдаушылығым бар. Және де қорытындылай айтқанда, біз осы әдеттен арылуымыз керек. Бір үйдің бір тілді, бір мақсатқа жұмыла тату жұмыс істегіміз келсе, осы бір үйдің баласындай болып, мемлекеттік тілді әрі қарай дамытуымыз керек. Осылай қазақ тілінде өзге ұлттар сөйлесе таңғалмауымыз керек, себебі біздің ол ең басты борышымыз, қазақ тілін білу ең басты борышымыз. Рахмет. Анель, үлкен рахмет сіздерге. Жалпы жақсы ой айттыңыз. Түрі өзге болса да тілі бір қағидасын ұстануымыз керек сияқты. Көп жағдайда мен де сондай нәрселермен кездесем, шынын айтқанда. Жалпы келесі сөз кезегін мен Маңғыстау облысы қазақ тілі пәні әдебиеті пәнінің мұғаліміне бергім келеді. Рұқсор Алаева арамызда бар. Микрофоныңызды қоссаңыз. Саламатсыздар ма? Дауысым естіліп тұр ма? Дауысыңыз жақсы естіліп тұр, айта беріңіздер. Қайырлы күн, құрметті қатысушылар. Менің есімім Алаева Рұқсора, ұлтым тәжік. Қазіргі таңда Маңғыстау облысы Ақтау қаласында орыс тілді мектептерде қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі болып жұмыс атқарамын. Қазақстан халқына арналған алғашқы жолдауымыз қазақ тілінің қолданыс ауқымын кеңейту мәселесін қолдай отырып, қосар ой пікірім бар еді. Орыс тілді мектептердегі қазақ тілі сабағының күрделі мәселелерінің бірі ол тіл дамыту жұмыстарын жүргізу. Осы оқушылардың қазақ тілін тіл үйренуі бұл танымдық процесс. Сондықтан алдымен оқушының сөйлеу тілін дамытуға тиіспіз. Осыған орай ұстаздар қауымы тілдік материал дұрыс пайдаланып, тілдің теориясы мен сөйлеу тәжірибесін, әдістерін өзара бөлісе отырса үлкен көмек болар еді. Назарларыңызға рахмет. Үлкен рахмет сіздерге. Жалпы осы әдістемелік нұсқаларды тарату, осы Владислав Тенмен бірге жасалып жатқан үлкен жұмыс, ойыңызбен келісем. Келесі сөз жаңғыру жолы жастар қозғалысының мүшесі, облыстық Мехрибан этномәдени бірлестігінің өкілі Ругая Вердиева. Сөз кезегі өзіңізде.
Саламатсыз ба баршаңызға. Мемлекеттік тіл ел тұтастығының да ең басты кепілі. Ол еліміздің халқы біріктіретін, ортақ іске жұмылдыратын, елге деген перзенттік ықыласты қалыптастыратын бірден бір құрал. Бір тілде сөйлемеген халық бірге алмайды. Өздерінде бір шаңырақтың мүшесімін деп сезіне де алмайды. Себебі бір-бірінің тілін түсінбеген халықтың бір-бірінің ой ниетін, мақсат мүдделерін түсіну екі талай. Сондықтан ұлтты ұлт ретінде ұйытатын тіл. Түрлі халықтарды өзара топтастыратын тіл десек, ендеше Қазақстанда тұратын ұлт өкілдерінің бір-бірімен қарым-қатынас жасайтын тіл ол сөзсіз мемлекеттік тіл болу тиіс. Менің ойымша, қоғамдық орындарда қазақ тілін көбірек қолдану керек. Мысалы, көлікте аялдамаларды тек қазақ тілінде хабарласа, көшелер екі тілде емес, қазақ тілінде жазылса, адамның көзі, құлағы орысша алаңдамай қазақ тілін қабылдайтын еді. Бүгінгі форум қатысуыма мүмкіндік болғанына өте қуаныштымын. Сөздің соңында айтарым, әрбір қазақстандық азамат ұлтына қарамастан мемлекеттік тілді мәртебесін көтеруге, қарлығаштың қанатымен су сепкеніндей бір түйір жақсылық жасаса да нұр үстінде нұр болар еді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Үлкен рахмет. Тіл мәртебесі шынымен де ел мәртебесі екенін ұмытпағанымыз абзал. Келесі сөз Қарағанды облыстық Қарағанды мемлекеттік университетінің 3-ші курс студенті Ханануз Расулова. Микрофоныңызды қоссаңыз. Қайырлы күн. Сөз кезегі өзіңізде, Ханануз. Естіліп тұр ма мені? Жақсы естіліп тұр, айта беріңіз. Құрметті Жансейіт Қансейітұлы, құрметті конференцияға қатысушылар, қайырлы күн. Бүгін маған ұлы даланың ұлттаралық тілі тақырыбындағы конференцияда Қарағанды жастарының атынан сөз сөйлеу құрметі тиіп отыр. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ол басылымы Ана тілі газетіне берген сұхбатында қазіргі таңдағы өзекті мәселелерді көтерді. Олардан бірі халықты осы қиын кезеңде ынтымаққа, жақсы іс амалдарға жасауға шақырды. Сонымен қатар кезекті мәселелердің бірі бұл мемлекеттік тіл мәселесі кеңірек айтылды. Мен киелі Сарыарқаның төсінде туғанмын. Туғанымнан ана сүтпен Сарыарқаның самалын, жусасын, иісін қазақ халқының дарқындағын бойыма сіңіріп өстім. Ұлтым Әзербайжан. Дегенмен дауға салса алмастай қиған, сезімге салса қырғандай қалқыған, ойға салса қорғасындай балқыған, өмірден кез келген орайында әрі қару, әрі байырлы, әрі жас ұлтты да ойнақы қазақ тілі. Менің өмірімде ерекше орын алады. Мемлекеттік тілді үйгерім менің мақтанышым деп санаймын. Менің ата-аналарым отбасында біздерге қысылғанда қай ұлтқа да мейірімін төккен, өзі жарымай отырса да, сынар құрттың бөліп бөлген дархан қазақ халқының бай тілін оқып үйренді деп әкем, шешем айтады маған әрқашан. Қазақ тілін ұлтымыздың ұлы құндылықтан насихаттау арқылы үйрену және жетілдіру үшін Қарағанды облысының Қазақстан халқы ассамблеясының бастасымен достық үйінде мәміле сұхбат клубы жұмыс жасайды. Клубтың негізгі мақсаты бұл біздің мемлекеттік тілдің мәртебесін біріншіден арттыру және ұлтымыздың салт дәстүрін, әдеп ғұрыптарын дәріптей отырып, бұл ең маңызды мақсатымыз. Қазіргі күні қазақстандардың алдында зор міндеттер тұр. Бүгінде мемлекетіміздің болашағына ала ұрпақпен бірге жастар мемлекеттік тілдің мерейін асыру, біріншіден мәртебесін көтеру, аясын кеңейту біздің парызымыз деп санаймын мен әрқашан. Біз болашағы зор, күн сайын гүлдеген елде өмір сүріп жатырмыз. Мемлекеттік тілдің болашағының зор екеніне сене отырып, барлық замандастына бір-бірімізбен қазақ тілінде сөйлесуге әрқашан шақырамын мен. Қазақша сөйлеп, болашаққа бірлікпен нық қадам басайық. Сөзімнің соңында мен Қазақстанның бүкіл жастарына біздің міндетіміз қазіргі заманның талаптары жауап беріп біріншіден, сосын мемлекеттік сеніммен шығып, еліміздің ерекшелігіне аянбай қызмет етейік демекпен. Назарыңызға рахмет. Үлкен рахмет.
Мен осы сіздей Хананос, сіздей азаматтармен мақтанам, мемлекеттік тіл мақтанышым дегеніңіз жүрекке жылы естіледі екен. Рахмет. Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 3-ші курс студенті Надежда Тілек. Арамызда барсыз ба? Жақсы ойларыңызбен бөліссеңіз. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр, жақсы естіліп тұр, аха. Мемлекет басшымыздың өзінің осы сұхбат бергенде айтқан сөздеріне жалпы қазақ тілін көтеруі туралы бағыттарына байланысты өзімнің ойымды айтқым келеді, және де өзімді мысалға келтірсем деген едім. 11 жыл бойына орыс тілінде білім алғанмын, бірақ та кейін жоғары оқу орнына түскенімде белгілі бір себептерге байланысты қазақ тілінде білім алуға тура келді. Яғни соған қажеттілік туындады, және де ондай нәрсе оңай болмайтыны белгілі, түрлі қиындықтарға тап болдым, жазған кезде, сөйлеген кезде түрлі қателіктер жіберіп отырдым. Қазақ тіліміз бай тіл болғандықтан, әрбір сөзі мағынасы терең болғандықтан, кейбір әдеби сөздердің түсінбеген жерлерім де болды. Бірақ та қиындыққа мойынсұнбай, қажеттілік туындағандықтан алға жылжыдым, және де өзімнің қазақ тілінің деңгейін жақсы дәрежеге көтердім деп ойлаймын. Жалпы мемлекеттік қызметте атқаратын азаматтар, жалпы халықпен жұмыс жасайтын қызметте болатын адамдарды қазақ тілінде сөйлеу шарт етіп жасасақ, кейін де қазақ тілін үйренуге, қазақ тілінде сөйлеуге қажеттілік пайда болады. Және де сондай қажеттілік болғаннан кейін болашақта да әрбір адам тек қана алға ұмтылғысы келеді, өзінің жоғары деңгейден көргісі келеді, және де заманға сай болу керек. Заманға сай болу үшін қазақ тілін үйрену керек, қажеттілік деген пайда болады. Және де бұл жерде президентіміздің бұл айтқан сөзі өте орынды деп санаймын. Тағы бір қосып кететінім, жоғары оқу орнында оқығанда түрлі қателіктер жіберіп отырдым. Бірақ та бұны өзімнің кемшілігім деп санаған жоқпын. Керісінше, я білмеймін, я түсіндіріңіз, білсеңіз, үйретіңіз деген ниетпен бардым. Және де маған көмек көрсеткен профессорлар, мұғалімдер, ұстаздар, бірге оқыған топтастарының көмегі өте көмектесті. Және де мен санаймын, қиындыққа тап болса, адам қысылмай, ұялмай көмек сұрау керек. Және де сол кезде ол адамға көмек көрсетілсе, оның білмейтіні кемшілік ретінде саналмау керек. Керісінше, бұл адамның ұмтылысы мен оның талпынысының көрсеткіші болу керек деп санаймын. Рахмет. Үлкен рахмет сізге. Жалпы бұл жаңа айтқан ойыңызды бүгін Анатолий да айтты. Тіл білген адам ұлттың болмысына жақын болады. Сондай ниетпен, жалпы сондай махаббатпен үйренгенде белгілі бір жақсы нәтижелерге жетуге болады деген сіздің ойыңызбен тұспа-тұс келіп отыр. Рахмет. Келесі сөз кезегі Орал қаласындағы нөмірі 26 мектеп оқытушысы Ирина Суетина. Сөз кезегі сізде. Сәлеметсіз бе, құрметті қатысушылар. Жалпы менің ойым президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сұхбатындағы сөзімен, тілге қатысты айтылған сөзімен ұштаса келеді. Біздің елімізде елім жерім деп соғатын патриот, жүрегі елім жерім деп соғатын патриот жандар өте көп, бірақ өкінішке орай тіліміз өз мәртебесінде әлі де қолданысын тапқан жоқ. Бүгін конференциямыз сол проблеманы шешуге үлкен орын табады деп үміттенемін. Жалпы сұхбатта көтерген төрт мәселе бойынша өз ойымды білдірмекшімін. Біріншіден, тілді меңгеру үшін, жетік меңгеру үшін оған қажеттілікті туындату қажет. Қажеттілік туындату үшін жаңағы әрбір салада кем дегенде ауызекі сөйлеп тілін меңгерген қызметкерлер болуы тиіс. Яғни біздер соны талап еткеніміз абзал деп көремін. Біз ешкімді зорлап, ешкімге күш көрсетіп, оны үйретуге құқымыз жоқ. Бірақ біз өзге ұлт өкілдері тілді жетік меңгерген, оларға үлгі болып, оларға түрткі бола аламыз. Екінші мәселе жаңағы өзге ұлт өкілдеріне қолдау көрсету деп айтылған. Бұны да қолдаймын, бірақ Абай атамыз айтқандай, құр бақырған ән болмас, ән деуге болмайды. Сол сияқты тілді жетік меңгергенмен де мемлекетке пайдасы тимейтін, қайыр жоқ адамдардың пайдасы жоқ жаңағы деп ойлаймын. Бұл мәселені дұрыстап қарастырып, жаңағы
қарастырған жөн, және де өзге ұлт өкілдеріне, жастарына, әсіресе жоғары оқу орындарына жаңағы түсуге көмек көрсеткен жөн деп ойлаймын. Үшінші мәселесі, бұл жаңағы радио және телевизиялық бағдарламалардың сапасын арттыру керек. Өзге республикалардың каналдарынан көшіп қана қоймай, өзіміздің елімізде дарынды, жанып тұрған жастардың арасында конкурстар жариялап, солардың ең үздік жобаларын іске асырған жөн деп көремін. Және де мен өзім егіз баланың анасымын. Кішкентай бірінші күннен ақ деп айтуға болады, Жазира апамыздың керемет бесік жырын қосып қойып ұйықтатушы едім. Енді біз жүре бастадық, мінекей. Қазақтың әсем әуезді әнін ести қосақ, қол былай тек қамажай билеп бітеді деп айтсам болады. Яғни айтайын дегенім, кішкентай кезінен балаға деген тілге, халыққа, ұлтқа деген құрмет сезімін, махаббат сезімін оятқан кезде бұл жастар көкірек ояу, жүрегі айна жастар болып өседі. Еліміздің болашағы солардың қолында. Баршамыздың деніміз сау болсын, еліміз аман болсын. Рахмет назарыңызға. Үлкен рахмет сізге. Жалпы назарларыңызға айта кететін тағы да бір нәрсе, елбасы, президент қазақ тілін білумен қатар өз ісінің жақсы маманы болу керек деп ерекше айтып кеткен болатын. Яғни қазақ тілін білу ғана емес, сонымен қатар өз ісінің мықты маманы болғанда жөн. Сондықтан, Ирина, рахмет сіздерге, жақсы ой айттыңыз. Келесі сөз кезегін мен Алматы облысы Қарасай ауданы Қошмамбет мектебінің ұстазына Эльнара Таштановаға бергім келеді. Рахмет, Максим. Армысыздар, құрметті форум қатысушылары. Елбасымыз біздің президентіміз айтты өз сұхбатында бастауыш сынып бағдарламасындағы пәндер қатарында қазақ тіліне басымдық беру керек деп айтып кеткен. Бұны жаңағы форум қатысушылар да ерекше атап кетті. Мен өзім Қарасай ауданында бастауыш сынып мұғалімі болғандықтан өзім де осыған тоқталмақшымын. Өз пәнімді, өз жұмысымды дұрыс ретке келтіру үшін түрлі әдістемеліктерді жинақтап жатырмыз. Оның ішінде білеміз, қазіргі таңда техника заманы болғанмен бастауыш сынып оқушысы, ол кішкентай бала, оған ойын қызық. Сондықтан қазіргі таңда қазақ тілін меңгеруде үстел ойындарын қолдану тақырыбында әдістемелік нұсқаулығымды дайындадым. Яғни бұл тек қазақ мектебінде емес, әсіресе орыс мектептерінде қазақ тілін меңгеруде осындай қызықты әдістемеліктерді қолдану арқылы қазақ тілінің дәрежесін көтеруге болады деп ойлаймын. Және де бұл ойын арқылы тек қана ойнап емес, тілді дамытуға көп үлесін қосқандықтан үй жағдайында ойнатуға да өте тиімді. Бұл жоба бірақ Құдай қаласа жақын арада шығады, және де бұл жұмыс балалардың тіл меңгеруіне қызығушылығын арттырып, және грамматикалық сауаттылығын дамытады деген ойдамын. Мен сөзім соңында айтарым, балаларды ойнатайық, және де оқытайық. Тек қана мектепте емес, үйде де ойнап оқытыңдар деп сөзімді аяқтағым келеді. Үлкен рахмет сізге, Эльнара. Жалпы бүгін тағы да айта кетейін, бізбен осы шараға қатысып жатқан көптеген азаматтар бар. Барлығына дерлік уақыт бөліп оймен бөлісуге мүмкіндік жасау өте қиын. Мен өтініш жасаймын, осы жерде айтылмай қалған ойларыңызда жүрген дүниелерді кез келген Қазақстан Халықтар Ассамблеясының площадкаларында жеткізуге, немесе әлеуметтік желілерінде жолдап, сол жерде талқыласақ та болады. Мен осы қол көтерген бүгін Амантай ағамызға сөз бергім келеді. 30 секунд аға, мүмкін болса. Сөйлейм деушілер өте көп болып тұр. Сондықтан осы біз талқылауымызды сол әлеуметтік желідегі Қазақстан Халық Ассамблеясының парақшасына ауыстырсақ, бірақ Амантай аға, мен сізге сөз берем деген едім. Амантай аға, сөз кезегі өзіңізде. Қол созған едіңіз. Амантай аға, барсыз ба? Микрофоныңызды қоссаңыз, Амантай аға. Дауысыңыз естілмей жатыр. Амантай аға, микрофоныңызды қосыңыз. Қосылды ма? Қосылды, естіліп жатыр. Ал енді, құрметті ағайындар, бүгін
мынау осы конференцияға шақырғаныңызға мыңдаған рахмет. Мен бірден айтайын деп едім. Осы мәселені біз мынау тілге қажеттілік деген мәселені 86 жылдан бері көтеріп кетеміз. Сондықтан менің айтайын дегенім, бұл жерде мен тек қазір нақты не айту керек екен, не істеу керек деген сияқты ойды, пікірімді айтқым келеді. Біріншіден, менің өз басымдағы пікірім, мына мектепке баратын балалардың бәрін біріншіден 7-ші классқа дейін тек қана мемлекеттік тілде оқу керек. Әрі қарай ол бала өзі біледі. Неміс тілінде оқиын ба, орыс тілінде, қазақ тілінде оқиын ба? Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, қазақ тілін зерттеу деген мәселесі қазір артта қалып жатыр. Себебі, мысалы қарасаңыз, 19 ғасырда қазақтың тілін, тарихын зерттеген қанша ғалымдар болды. Березин, Григорьев, Бичурин, Радлов. Қараңызшы, қаншама олардың қазақтың мәдениетіне, салтына деген көзқарасы мүлде өзгеше болды. Мысалы, Радловтың өзі 7 тілде жатқа білген. Үшінші мәселе айтайын дегенім, мына ғылым орындарында, жоғарғы оқу орындарында міндетті түрде мемлекеттік тілді пайдалану керек. Бізде қазір мемлекеттік тіл жоғарғы оқу орындар тек 20% ғана пайдаланады. Мен өзім Сұлтанмахмұт университетінің профессоры болып табыламын. Сондықтан сол кезде біздің бәрімізге мұрындық болып басымызды біріктіретін нәрсе, ол бір мүддеге қызмет ету, бір мақсатқа, бір тілекке, бір арманға, бір тағдыр боламыз сонда бәріміздің. Кезінде қазақтың мықты жазушы Саид Мұқановтың айтқаны бар. Түрі басқа, тілегі бір, жүзі басқа, жүрегі бір деген. Осыған ұмтылайық, ағайындар. Болды. Амантайға үлкен рахмет. Ойыңыз жақсы. Барлық жиналған, тағы да қайталап айтайын, барлық жиналған ойларымызды, айтылмай қалған жақсы идеяларымызды әрқашан Қазақстан Халықтар Ассамблеясының площадкаларында талқыласақ болады. Осы әлеуметтік желілерде қазір әсіресе бізде онлайн талқылап отырмыз. Сол секілді түрлі конференцияларға, түрлі чаттар жасап, сол ойларыңызды сол жерге міндетті түрде жеткізіңіздер. Бүгін Қазақстан Халықтар Ассамблеясының шеңберінде көптеген жобалар бар. Мүмкін ол сіздің идеяңыз жақсы бір жоба ретінде ассамблеяның қолдауын тауып, ары қарай халықтың игілігіне жұмыс істейді деген сенімдемін. Сіздерге үлкен алғысымды айтқым келеді. Бірақ соңғы сөз кезегін Қазақстан Халықтар Ассамблея төрағасының орынбасары Жансейіт Қансейітұлы Түймебаевқа бергім келеді. Бүгін көп ой айтылды, Жансейіт Қансейітұлы. Енді өзіңіз қорытындыласаңыз, өйткені осы жалпы ұлтаралық тіл, біздің қазақтың тілі ұлттарымыздың барлық біріктіруші фактор ретінде жасалып жатқан үлкен жұмыстар бар ассамблея тарапынан. Мен өз басымнан ассамблея басшылығына, хатшылығына үлкен алғысымды айтқым келеді. Осындай тақырыптың көтерілгеніне жалпы бірінші рет емес, біз екінші рет кездесіп отырмыз. Құдай қаласа бұйырсын, тағы да көп мәселені шешуге сіз қолдау жасайды деген сенімдемін. Сөз кезегі өзіңізде. Құрметті онлайн осы конференцияға қатысушылар, алдымен баршаларыңызға тағы да үлкен алғысымды білдіргім келеді. Осыған қатысып отырған ұлттық кеңес мүшесі Қазыбек Иса мырзаға сіз көтеріп жүрген осы өзекті мәселелерді көріп отырсыз. Қазақстан Халқы Ассамблеясы, оның мүшелері, әсіресе барлық этнос өкілдері және атап өткім келетіні жастардың қолдауы, және жастардың жай ғана қолдауы емес, қазақ тілінде сөйлеп, өз ұсыныстарын беру мінекей көріп отырсыз. Сондықтан кеңесте де бұл мәселені сіз асын сызып, осы бүкіл жастардың ойын тілегін жеткізеді деп мен соған сенемін. Ал енді осыны жүргізіп отырған Максим Орошкин мырзаға да мен үлкен алғысымды білдіргім келеді. Өткендегі бірнеше шараларымызда осы жүргізіп, ұйымдастырып, үлкен бастамаларда көтеріп жатыр. Жас болса да бас мінекей. Себебі тағы да қайталап айтамын, бәріміздің отанымыз бір, ол Қазақстан. Құрметті Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшелері. Тарихтағы түрлі жағдайларға байланысты, өз елдеріндегі түрлі қиындықтарға байланысты Қазақстанды отаным деп келіп,
осында өмір сүріп, қазір мінекей балалары ғана емес, немерелер емес, қазір көпшілігі шөберелері толған жағдайда өмір сүріп жатыр. Ал Қазақстанда өмір сүріп жатқан барлық азаматтарға біз тағы да көбейе беріңіздер, өсе беріңіздер, еліміздің экономикасына, бүкіл рухани байлығына үлестеріңізді қосыңыздар дегіміз келеді. Себебі әрбір азаматтың бірнеше тілде сөйлеуі дүниеде көптеген мемлекеттерде бар. Және қазір үлкен әлемге есік ашылды. Басқа шет елге бармаған, демалмаған бірде-бір азамат жоқ. Сол жерлерде қарасаңыздар, сол жердегі барлық қызметкерлер, қызмет жасаушылар, тіпті мына Түркияға барсаңыз, Түркиядағы отельдердегі жігіттер, қызмет атқарушы, сол жердегі таксишілер 4-5 тілде сөйлейді. Ешқайсы қиналып жатқан жоқ, қарасаңыздар. Келген туристер қай тілде сөйлейді? Сол Түркияда қарасаңыз, олар орыс тілінде де, қазақ тілінде де, сол жерде неміс тілінде де, ағылшын тілінде де сөйлеп қызмет жасайды. Ал біз өзіміздің отанымызда мінекей мемлекеттік тілде де сөйлеп, оны ары қарай дамытуымыз ол қажеттілік. Ал енді тіл тұрғысында қажеттілікті біз ары қарай кеңейте беруіміз қажет. Мінекей осы бүгінгі конференцияға белсенді қатысқан, өз ойларын айтқан, мен әрбір сөйлеушіге аттарын атай отыр, тағы да алғысымды білдіргім келеді. Ол Елена Рыбыня, мінекей Қызылорда қаласынан, Жамалайл Элимханов, Алла Чечеткина, Владимир Чепель. Әсіресе осы жастарымыз өткен жылғы Қазақстан халқы ассамблеясында сөйлеп, мінекей қазір қоғамдық қайраткер дәрежесіне мінекей жетіп отырсыздар. Сіздердің сөздеріңізді ел тыңдайды. Сондай-ақ Алишар Сатвалиев, Наргиза Махмуди, Шахнер Аллахярова, Зульфия Таипова, Алена Солопова, Арзу Гурбанова, Светлана Крюгер, Ильяр Муталипов, Анель Пимичева, Ругая Вердиева, Рухсора Аллаева, Ханануз Расулова, Надия Жаслек, Ирина Суетина, Эльнара Таштанова, мінекей баршаларыңызға үлкен алғысымды білдіргім келеді. Сіздер Қазақстан халқы ассамблеясының белсенді мүшелерсіздер. Біздің еліміздің белгілі мінекей осылай қоғамдық қайраткерлеріне айналып отырсыздар. Сіздердің сөздеріңізді қазір мінекей мыңдаған адам көріп тыңдап отыр. Осындай біріккен жағдайда біз үлкен табысқа жетеміз. Баршаңызға амандық, саулық тілеймін. Рахмет. Үлкен рахмет, Жансейіт Қансейітұлы. Осымен конференциямыз таяп қалды. Құрметті қатысушылар, аман сау болыңыздар. Жалпы бүгін біз көтерген мәселе өте маңызды болған. Сіз де дәлелдеп отырсыз, сіз де ұғынып отырсыз, сіз де түсініп отырсыз. Арамызда әртүрлі адамдар бар. Олармен жылы сөйлеп, оларға жылы ой айтып, оларға қолдан келгенше өзіміздің қолдауымызды беріп, көмегімізді беріп, сол көмек беруден аямайық, тайынбайық, жалпы түсіністікпен қарайық. Әркімде жағдай әртүрлі болған деді. Менің өз басымда да тура сондай жағдай болған, сондай адамдар кездескен. Сондықтан қазақ тіліне деген сүйіспеншілікті тек жылы шұрай арқылы, жылы жаңа Владиславтен айтқандай махаббат сезімі арқылы, жалпы тілге деген махаббатты біз сынмен емес, біз өзіміздің жақсы лебізімізбен, өзіміздің жақсы әрекетімізбен ғана алып келе аламыз. Жалпы қазақ тілінің айналасындағы осындай атмосфераны біз жылы етуіміз керек. Сондықтан оны жасап жатқан әзірдің өзінде сіздерге үлкен рахмет. Конференциямызды осымен аяқтаймыз. Байланыста болайық, чатта осы мәселені ары қарай талқылайық. Халық ассамблеясының әлеуметтік желілерінде белсенді болыңыздар. Жалпы сіздер осы жұмысты атқарып жатқан алдыңғы шепте жүрген азаматтарсыздар. Үлкен рахмет барлықтарыңызға. Аман болыңыздар. Байланыста болайық. Осымен конференциямыз аяқталды. Сау болыңыздар.